Әлгі бейшара адам жұмысын енді ғана бітіріп, үйіне қайтпақшы болғанда, кенет оны артынан көлік жүргізіп келе жатқан біреу қағып кетті. Ол ашуланып, көліктен түсіп, жол апатына ұшыраған адамнан жауап алғысы келді. Күтпеген жерден ол Rolls-Royce көлігін айдап бара жатқан басқа адамды көрді. Көлікте сән-салтанат пен байлықты нұрландырған жас келіншек отырды. Ер адам мұны көріп, бірден бет әлпетін жұмсақтыққа ауыстырды. Ол тіпті әйелден түсініктеме сұрауға батылы бармады. Күтпеген жерден ер адам артына бұрылғанда, әйелдің қансырап жатқанын көрді. Оның түсік тастағаны анық болды. Гонорен акушер болды. Сондықтан ол әйелді дереу ауруханаға апарды. Содан кейін ол қыз күннен қорғайтын көзілдірігін шешкенше шұғыл ота жасау жоспарын жасады. Сонда ғана Гонорен оның елдегі ең ірі магнаттың қызы екенін түсінді. Го-ын жаңа ғана жігітімен ажырасып, өзін қатты күйзеліске ұшыратты. Ол дүниеде жақсы адамдар қалмағанына сенімді болды. Миллионердің мұрагерімен бетпе-бет келген Гонорен оған жағымпаздануға тырыспады, бірақ оның үні жұмсақ болды. Ол Го-унды дәрігеріне сену керек және бәрі жақсы болады деп сендірді. Содан кейін Го-ин анестезия кезеңіне өтіп, баланы құрсағынан шығару операциясы жасалды. Күтпеген жерден бірнеше күннен кейін қара киімді бір топ адам Гангронгтың кеңсесіне баса көктеп кіріп, оны күшпен көлікке сүйреп апарды. Ішінде оңтүстік Кореядағы ең ықпалды конгломераттың төрағасы Го-иннің әкесі болған. Гоноренді көрген сәтте төраға оған айқайлап, оны отбасының асыл тұқымын үзді деп айыптап, Гонордан барлық жауапкершілікті өз мойнына алуды талап етті. Сол түні төрағаның бұйрығымен қарамағындағылар Гангронгты мұхитқа лақтыру үшін теңіз жағасына сүйреп апарды. Өмір мен өлімнің алдында тұрған кезде Гангронг әлі де дәрігердің сенімін берік ұстанды және анасының қауіпсіздігі үшін қолынан келгеннің бәрін жасайтынын ашық айтты. Егер мүмкіндігіңіз болса, сол шешімді қайталаңыз. Ақырында басқарма төрағасы Гангронгты мейірімділіктен құтқарды, бірақ жаза ретінде ол жұмыстан шығарылды. Осы сәттен бастап бірде-бір аурухана Гангронгты жұмысқа алғысы келмеді. Жұмыс тапқысы келген Гангронг сансыз телефон қоңырауларын шалды, бірақ тіпті ең нашар жұмыс оған қол жетімді болмады. Міне, бір күні кенеттен Гон пайда болып, оған өте мақы төлейтінін айтты. Ол төрағаның Гангронгқа ұрысып жатқанын көрді және оның шынымен де сирек кездесетін жақсы адам болуы мүмкін екенін түсінді. Алайда Гангронг Гоға деген реніштен басқа еш нәрсе сезінбеді. Өйткені ол өзінің бүкіл мансабынан айырылуына себеп болды. Ол тіпті ең төменгі жұмысқа қабылданбайтын еді. Күтпеген жерден Го-ами кенеттен Гангронды ұстап алып, оны құштарлықпен сүйді. Сүйгеннен кейін ол оны шынымен жақсы көретінін мойындады. Гангронг әбден есеңгіреп қалды да, абдырап қалған бай мұрагердің мойындауынан тез бас тартты. Бірақ көп ұзамай, бір күні кешке жергілікті шағын асханада мас күйінде Го-ын қайта пайда болды. Бұл жолы оның мас күйін пайдаланып, Гангронг өзін Гоханның құшағына тастады және олар сол түні түнді бірге өткізді. Осыдан кейін Гохан өзінің сүйіспеншілігін тағы бір рет батыл түрде білдірді. Бұл жолы одан да ашық. Ол Гангронгқа оған үйленгісі келетінін айтты. Гангронг оны өзіне лайық емес деп санады. Бірақ қандайда бір себептермен ол енді одан бас тартпады. Осы сәттен бастап кедей Гангронг кенеттен ауқатты отбасының болашақ күйеу баласы болды. Көп ұзамай конгломераттар Гангронгты ғарышқа 8 күндік миссияға жіберу үшін орасан зор 700 миллиард вон жұмсады. Оның міндеті ғарыш зертханасында сперматозоидтар генетикасының құпиясын зерттеу болды. Сол түні бортында Гонг-рен болған ғарыш кемесі ұшырылымға дейін кері санауды бастады. Жерден бұйрық беріле салысымен зымыран түнгі аспанға көтеріліп, кең кеңістікке ұшып кетті. Алайда оны ұшырғаннан кейін бірнеше секундтан кейін найзағай соқты. Бұрын соңды ғарышта болмаған Гонг-рі есеңгіреп қала жаздады. Бақытымызға орай, ғарыш кемесі жақсы жобаланған және көтерілуін жалғастыра отырып, дауылды аман есен еңсере алды. Кеме жер орбитасына шыққан бойда Гонорен көгілдір планетаны алғаш рет ерекше көзқараспен көрді. Бұл оның ғарышқа алғаш рет ұшуы болғандықтан, ол ауыр ғарыштық ауруға қарсы тұра алмады. Тіпті галлюцинацияға да ұшырады. Ол сыртқа шығып бара жатқан скафандр киген адам мәйітін көрді. Гангрион құсуын тоқтата алмай, көп ұзамай тыныс алу жолдарының бітелуіне ұшырап, есінен танып қалды. Командир Хауа дереу шұғыл көмек көрсете бастады. Ғарыштық орта өте ерекше болды. Олар Гангронгты өлгенше құтқаруға небәрі 7 минут уақыт алды. Хауа тікелей нұсқау алу үшін жердегі дәрігерлер тобына хабарласты. Нұсқауларды орындай отырып, олар кедергіні жою әдісін қолдануға мәжбүр болды. Нөлдік гравитациялық ғарыш кемесінде болған кезде Хауа аяғын артқы жағындағы көтергішке тіреп, бар күшін Гонореннің ішін итеру үшін жұмсады. Ақырында Хауаның күш жігерінің арқасында Гангронның өңешінен бөгде зат сәтті шығарылды. Ол есін жиған кезде оның бірінші көрген адамы құтқару операциясы кезінде саусағын жарақаттаған әдемі командир Хауа болды. Хауаның өз тарихы бар еді. Ол бір кездері жердегі басқару орталығындағы әріптесімен романтикалық қарым-қатынаста болған. Бірақ олардың миссиялары оларды уақытша ажырасуға мәжбүр етті. Гонг-рның өмірлік көрсеткіштері тұрақтанғаннан кейін ол басқару орталығына хабарласып, бұрын көргендерінің галлюцинация емес екенін түсінді. Бұл мәйіт емес, тастанды скафандрдан жасалған спутник еді. Гангронг жалғыз қалғанда Хауа ішке кіріп, термометрді костюміне салып,
кенет қызып кетті. Үзіліс уақыты келгенде олар жермен байланысын үзді. Гангронг мейірімділікпен Хауаға саусағынан әлі де қан кетіп жатқанын еске салды. Алғашқы медициналық көмек көрсетуге тырысқанда ол жараның ауыр екенін анықтады. Қарапайым патч жеткіліксіз болар еді. Хауаға қан кетуді тоқтату үшін операция қажет болды. Гангронг дәрі қобдишасын сенімді түрде ашып, ине мен жіпті суырып алды. Алайда салмақсыздық жағдайында тепе-теңдікті сақтау қиынға соқты. Көптеген талпыныстарға қарамастан, ол ешқашан жіпті инеге сала алмады. Хауа бұдан былай оған қарай алмады. Сондықтан ол одан ине мен жіпті тез тартып алды. Командир ретіндегі тәжірибесіне сүйене отырып, Хауа бір әрекетте жіпті өткізе алды. Содан кейін ол қалған тапсырманы, ауырсынуды басуды және жараны тігуді Гонг Рианға тапсырды. Алайда анестезияға арналған шприц алғашқы медициналық көмек қобдишасынан жұмбақ түрде жоғалып кетті. Дүрбеленге түскен Гонг Риан оны барлық жерден іздеді, бірақ Хауа оған бәрібір тігістерін жалғастыруды бұйырды. Ол үшін аздап ауырсыну, бұл ұсақ түйек нәрсе. Гангронг екіленіп тұрғанда, Хауа тіпті мұны өзі жасауды ұсынды. Бұл ақыры Гангронгты жараны тігуге және таңуға итермеледі. Бүкіл процедура бір қалыпты өтті. Операция аяқталғаннан кейін Гонг Р.М. кенет оның алдында қалқып тұрған жетіспейтін шприцті көрді. Шошып кеткен адам оны ақырын ұшырып жіберді. Хауаның реакциясына жасырын қарауды ұмытпады. Хауа жай ғана оның иығынан қағып төмен түсті. Гангронг Хауаның шынымен де әдемі саусақтары бар деп күбірледі. Гангронг ғарышта жүргенде оның құрбысы Гуо Йен ол үшін үнемі уайымдайтын. Бұл ғарышқа ұшу төраға берген құпия тапсырма болды. Егер Гангронг оны орындамаса, төраға оны Гавонмен үзуге мәжбүр етеді. Гавон мазасыздыққа толы болды және олардың бірге өткенін жиі еске алды. Ол Гонг Рионға өзінің сезімін мойындаған кезін есіне алды. Тек оның сүйіспеншілік сөздеріне деген сүйіспеншілігін қайтармау үшін. Ол жай ғана оған ешқашан опасыздық жасамайтынын айтты. Гохан естеліктерге батып бара жатқанда, оның бұрынғы жігіті телефон соқты. Оның бұрынғы космолог ғалымы болған. Ол қазірде кең ғаламның бір жерінде жүзіп жүр. Маған оның әлі де оған деген сезімі бар сияқты көрінді. Телефон арқылы ол Гонрен оған жамандық жасаса, оны қайтарып алатынын айтты. Алдын ала жасалған жоспарға сәйкес, жер орбитасына шыққаннан кейін ғарыш кемесі халықаралық ғарыш станциясымен түйісуі керек еді. Бірқатар процедуралардан кейін екі жақтың байланысы сәтті аяқталды. Люкті ашпас бұрын Гангронг сөмкенің бір түрін алып шықты. Бұл оның ғалымдарға дайындаған сый еді. Бәрі дайын болды. Бірақ күтпеген жерден Хауаны кабинаның ішіндегі бірнеше шыбын баурап алды. Ол оларға қатты толқып қарап тұрды. Шыбындар бананның бетінде отырды. Оның дәл алдында аталық пен аналық шыбын жұптаса бастады. Хауа оларға жақынырақ қарау үшін үлкейткіш әйнекті тез суырып алды. Бұл ғарышта тіршілік ету әрекеті болды. Гангронг та осы процеске қатысып, онымен бірге не болып жатқанын бақылап отырды. Хауаның айтуынша, шыбындардың жұптасуы адамдарға қарағанда 20 минутқа, тіпті одан да ұзаққа созылуы мүмкін. Осындай қуанышты Хауаны көргенде Гангронгтың көзі еріксіз жұмсарып кетті. Шыбындар жұптасып болған соң, Хауа оларды пробиркаға абайлап салып қойды. Ол Гангронгқа ғарыштағы ең маңызды нәрсе өмірді құру және қорғау екенін еске салды. Бірақ Гангронг еркек шыбынды Гангронг, ал аналықты Хауа деп атайтынын айтып, қалжыңдай бастады. Хауа бұл идеяны үзілді-кесілді жоққа шығарып, оны тек командир деп атауды бұйырды. Алдыңғы көріністерді дұрыс бекітіп болған соң, Хауа люкті ашты. Гангронг модульден ебедейсіз шығып кетті. Ол әлі де нөлдік гравитация жағдайларына үйренбеген. Ғарыш станциясының бортында ол бірнеше ғалымдармен кездесті. Олардың бірі Кан Су есімді Гунның бұрынғы жігіті болып шықты. Танысқаннан кейін Гангронг өзімен бірге алып келген сыйлығын жайып салды. Бұл балмұздақтың әртүрлі дәмін таңдауға болады. Бірақ шын мәнінде аузыңызда еритін бұл дәмді балмұздақтың құрамында Гангронгтың ғарышқа ұшуының сыры бар. Төрағаның баласы бедеу болып шықты. Бұл төрағаны көптен бері мазалап жүр. Біраз уақыт бұрын оның жеңгесі Мин Чжун оған есеп берді. Ғылыми зерттеулерге сәйкес, салмақсыздық жағдайында деформацияланған сперматозоидтар түзеліп, қалыпты түрде қалпына келуі мүмкін. Корпорацияның үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін Мин Чжун Гангронгты ғарышқа жіберіп, оның жұмыртқасын жасырын ұрықтандыруды ұсынды. Басқарма төрағасының бұйрығымен Гангронгтың алғашқы реакциясы бас тарту болды. Адамның жұмыртқаларын ғарышқа жіберу хаттамаға мүлдем қайшы келді. Бірақ басқарма төрағасы ұлының ұрығы ғарышқа ертерек жіберілгенін айтты. Гонг Рм тек жұмыртқаны жеткізуі керек еді. Егер төраға немере сүйе алса, ол Гангронның қызымен қарым-қатынасын мұқият қарастырады. Тіпті төраға тізе бүгіп, жалбарынса да, Гангрон бәрібір үзілді-кесілді бас тартты. Кейінірек Гангрон Мин Чжунмен кездесіп, оны бұл идеядан бас тартуға көндіруге тырысты. Алайда Мин Чжун төрағадан да батыл болды. Ол Гангронгтың әріптесі, балаларды жақсы көретін педиатр болған. Ол Гангронгтан ана болуға деген ұмтылысын жүзеге асыруға көмектесуін шын жүректен өтінді. Ақырында Гангронг қозғалып,
құпия миссияны орындауға келісті. Мен Чжунның жұмыртқасы ванильді балмұздақ салынған контейнердің түбіне жасырылған. Қазір ғарышта жүргенде Гангронг барлығына балмұздақ таратады. Олардың әр дәмі олардың қалауына қарай мұқият таңдалады. Таратудан кейін 2 таяқша қалды. Олардың арасында Мен Чжунның жұмыртқасы қосылған ванильді балмұздақ болды. Кездейсоқ ванильді балмұздақты алып кеткен. Гон ен үрейленіп, артынан жүгіріп келіп, оны қайтарып беруін өтінді. Бірақ Хауа күдіктене бастады. Хаттамаға сәйкес, ғарышқа аттанған әрбір адам өзімен бірге алып кеткен барлық жеке заттарын декларациялауға міндетті. Гонг Ронг бәрін жариялауды талап етті. Бірақ Хауа оны осылай қалдырмады. Ол оның түгендеуінде балмұздақтың тек 5 түрі бар екенін және олардың арасында ваниль жоқ екенін білді. Дүрбеленге түскен Гон Ронг өтірік айта бастады. Ол жай ғана кездейсоқ бір кесе балмұздақ әкелгенін және бұл жерде ерекше ештеңе жоқ екенін, жай ғана аздап қадағалау екенін айтты. Алайда оның ішінде қауіпті бірдеңені жасырып қалды деп күдіктеніп, тіпті балмұздақты пешке салып қойды. Сондықтан ол оны жеу үшін оны толығымен ерітіп жіберді. Мен оның ішінде не бар екенін анық көрдім. Гун үрейленіп, оны бірден алуға тырысты, бірақ Хауа мылтықты оның артына бағыттап, оның қатып қалуына себеп болды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Хауа еріген балмұздақты қасықпен алып, сынақ құрылғысына салды. Бақытымызға орай, нәтижелер оның мүлдем улы емес екенін және 100% қауіпсіздік рейтингіне ие екенін көрсетті. Хауа бір қасықты Гангронгқа жеу үшін қайтарып бергенде жеңілдеп қалды. Күдіктенбеу үшін Гангронг оны құлықсыз жеп қойды. Бірақ ол біткеннен кейін Хауа одан контейнерді жұлып алып, ғарышта қалдықтарды азайтудың маңызды екенін еске салды. Ол еш ойланбастан шынаяқты қоқыс дорбасына лақтырып жіберді. Мұны көріп отырып, Гон Рен ашуланып, тұншығып қалды да, шынаяқты қоқыс жәшігінен тез суырып алды. Содан кейін ашуланып, түбін ашты. Оны таң қалдырғаны, Мен Чжунның жұмыртқасы жоғалып кетті. Гон Рен білмеген нәрсе, жұмыртқасы бар нағыз балмұздақ шынаяқ қазір Гоханның қолында болды. Оның бұрынғы жігіті Кан Су жұмыртқаны ғана емес, сонымен қатар басқарма төрағасының ұлының ұрығында алды. Осы кезде Гауэн ақыры әкесінің жігітін алдағанын түсінді. Шынымды айтсам, Гон Криан балмұздаққа тығылған жұмыртқаларды ғарышқа апару міндеті жүктелген курьер ғана болды. Эмбриондармен жүргізілген эксперименттің оған еш қатысы жоқ. Төраға Гангронның қабілетіне сенбейтіні және қызын оған үйлендіруді ешқашан ойламағаны анық. Шарасыздықтан Гонг бүкіл ғарыш станциясынан жұмыртқа іздеді. Осы кезде Гохан оған қоңырау шалып, бәрін айтып берді. Шындықты білген соң, Гангронг бірден Кан Судың алдына шығып, жұмыртқаны қайтаруды талап етті. Бірақ Кан Су бір ғана қимылмен Гангронгты бүкіл ғарыш станциясында қуыршақ сияқты құлап кетуге жіберді. Кан Су бәрібір берілмеді. Ол Гангронгты қорлап, оны Чиболдың мұрагеріне үйленуге лайық емес деп атады. Кан Су оған өзін-өзі алдауды доғаруға және мүмкіндігінше берілуге кеңес берді. Ол Гуан екеуі шынымен бір-біріне жаратылған деп талап етті. Кан Су жеміс шыбындары мен бедеулікке маманданған ғалым ғана емес, сонымен қатар ол жаһандық банк империясының мұрагері болды. Бірақ Гон Рион оңай бас тартатын адам емес еді. Ол басқарма төрағасы мен бедеулігі бар адамдарға бала көтеруге көмектесетін репродуктивті клиника құру туралы келісім жасасқан болатын. Осы игі миссияның жетегінде кеткен Гон Рен өзінің екінші күнін ғарыш станциясында өткізді. Дәл осы сәтте станцияда дабыл қағылды. Сынақ тінтуірінің нөмірі 1, ұрғашы тағы 2 тышқанды тістеп алды. Жердегі бақылау қызметі Хауаға 1 нөмірлі тышқанды эвтанизациялауды бұйырды. Бірақ ол тым қорқып, ғарыштағы вакуумда өз өмірін қиюдан қатты қорықты. Кенеттен 1 нөмірлі тышқан жүрек талмасына ұшырады. Ғалымдар абдырап қалды. Гангронг тышқанға ашық жүрекке операция жасауды ұсынды. Бұл процедураны ол жаңа туған нәрестелерге 100-ден астам рет жасаған. Хауаның мақұлдауымен Гонг тыныс алуы әлсіреген кезде тышқанның кішкентай жүрегін басып әрекетке кірісті. Осы кезде Кан Су қасында тұрып, оны мазақ етіп, мысқыл сөздер айтты. Бірақ Гон Рен бас тартудан бас тартты. Оның алдында өліп бара жатқан тышқан өзінің шарасыз жағдайын көрсетті. Ол өзін сол қалпында көрді және бұл оған батылдық берді. Содан кейін ол Хауамен орнын ауыстырды. Олар кеудесін бір-біріне қыса берді. Бұл сенімнің күші болуы мүмкін, бірақ соңында олардың бірлескен күш-жігерінің арқасында тышқанның жүрек соғысы қалпына келді. Кішкентай өмірдің құтқарылғанын көрген Хауаның қуанғаны сонша, ол көзіне жас алды. Ол толқудан Гангронгты қатты құшақтап, оны ең керемет дәрігер деп мақтады. Ол тіпті Гангронгқа оның атын атауға арнайы рұқсат берді. Гангронгтың жүрегі Хауаның сүйсініп қараған көзқарасы мен күлкісінен шошып кетті. Бүгін экспедиция тобы мен ғалымдар демалды. Хан Су лотерея нәтижелерін бірге қарауды ұсынды. Командир ретінде Хауа Гон Ренді тауып, оларға қосылу үшін қонақ бөлмеге барды. Гон Рен сүйіктісінің суреттерін қарап шықты. Бірақ Хауаның оны құшақтап тұрған бейнесі оның санасында үнемі айналып тұратын. Жақында Гон Рен қоңырау шалғаннан кейін топ экранның алдына жиналып, ұтыс ойынын мұқият бақылап отырды. Осы кезде Кан Су барлығына кофе әкелуге өз еркімен келді. Ешкім білмейтін нәрсе, олар лотерея нәтижелеріне назар аударып жатқанда,
Кан Су Гонг әкелген жұмыртқаларға ұрықтандыруды дайындау үшін зертханаға жасырын түрде кіріп кеткен. Бір қатар эксперименттерден кейін Кан Су ғалым ретінде салмақсыздық жағдайында сперматозоидтардың санын қалыпқа келтіре алды. Өкінішке орай, оны Гонрен іздеді. Ұсталғысы келмеген Кан Су тек 7 жұмыртқаны енгізіп, процесті тез аяқтады. Содан кейін ол осы 7 жұмыртқаның сәтті ұрықтандырылып, нәтижесінде 7 немере дүниеге келетініне сенімді болып, осы жақсы жаңалықпен бөлісу үшін төрағаны шақырды. Төраға бұл маңызды міндетті Гонренге емес, Кан Суға сеніп тапсырғаны үшін өте бақытты болды. Гангронг мұздатылған жұмыртқаны ұрлау үшін мұздатқышқа жасырын кіріп кеткен, бірақ мұздатқышты ашу кодын білмеген. Сол кезде Хауа экспедиция тобының ертең ғарышқа шығатынын, сондықтан ғарыштағы зақымдалған күн панелін жөндеу керек екенін хабарлады. Гангронг бұл алаңдатуға тамаша мүмкіндік екенін түсінді. Бұл Гангронг үшін жұмыртқаларды қайтарып алудың тамаша мүмкіндігі болды. Сонымен қатар, Хауа оған Кан Судың ертеңге жоспарланған ғарыштық серуенге қатысатынын айтты. Осы уақыт ішінде Кан Су станцияның сыртында бірнеше сағат болады. Гангронг қатты толқып, Хауадан біреудің ғарыш айлағынан қайтып оралмау мүмкіндігі бар жоғын тез сұрады. Күтпеген жерден Хауа ғарышқа шығу өте қауіпті деп жауап берді. Кан Судан басқа, оның өзі де бізге қосылады. Мұны естіген Гонрен Хауаның қауіпсіздігіне алаңдай бастады. Олар ғарышқа аттанар алдында Хауа оған ғарыштық серуен өлімді таңдаумен бірдей екенін айтты. Тіпті тәжірибелі астронавтар да мұндай ұшулар алдында өсиет жазады. Өйткені қолғаптағы кішкене саңлау сияқты ең кішкентай қателік 2 минуттан аз уақыт ішінде өлімге әкелуі мүмкін. Командир Хауа ұзақ уақыт бойы оның өмірі кез келген уақытта аяқталуы мүмкін екенін мойындады. Бірақ Гунронг байыпты жауап беріп, көшбасшы ретінде ол соңына дейін аман қалатынына сенуі керек екенін айтты. Хауа оны қолын бұлғап, оны қызық деп атады. Бірақ жүрегінде ол жылы сезінді. Ғарыштық серуенге шықпас бұрын ең нашар жағдайға дайындалу үшін Хауа өз өсиетін жасай бастады. Осы уақытта Кан Су өзінің бұрынғы құрбысымен жерге бейне байланыс арқылы сөйлесті. Кірген адам оны ұятсыз деп айыптап, оны қатты ұрсады. Ол одан Мен Чунның жұмыртқасын Гангронгқа қайтаруды талап етіп, оны Гангронгтың өзі жасау керек деп айтты. Бірақ әрине Кан Су бас тартты. Ол Мен Чунның жұмыртқасын алып қана қоймай, Гохан үшін Гангронмен де жарысқысы келді. Ашуланған Гохан өзін ұстай алмады. Екінші жағынан, ол Кан Суды ұрып, соғу үшін ойлап тапқан барлық дөрекі сөздерді қолданып, оған қарғыс айтты. Алайда, ешкім күтпеген нәрсе, Кан Су оңай ашуланатын адам емес. Гохан неғұрлым қатты ұрысса, соғұрлым Кан Су оны әдемі және сүйкімді деп тапты. Гохан бір кездері оның мұндай елеусіз адамды қалай жақсы көретінін түсіне де алмады. Ол қайтып келгенде оған сабақ беретінін айтты. Барлық ғарышкерлер алдағы миссияға дайындалып жатқанда, Гангронг тоңазытқышқа тағы да жасырынып кірді. Бірақ ол дұрыс құпия сөзді енгізе алмағандықтан дәрменсіз болды. Шұғыл түрде Гангронг жердегі дәрігер досына хабарласып, әйелдің жұмыртқасын алу жағдайын түсіндіріп, кеңес сұрады. Гангронг маңында центрифуганың айналып тұрған дыбысын естіген оның досы центрифуга қызып кетсе, оның жарылуы мүмкін екенін растады. Бұл жағдайда, өрт болған жағдайда эксперимент объектісіне қауіп төндірмеу үшін ғарыш станциясының қуаты кенеттен өшіп қалады. Осы уақыт ішінде мұздатқыш автоматты түрде ашылады. Гангронг жоспар құрды. Ол өрт дабылын автоматты түрде қосу арқылы жүгіру жолын жанғанша жұмыс істеуді көздеді. Оның досы оған бұл өте қауіпті екенін ескертті. Бірақ Гангронг істі соңына дейін жеткізуді талап етті. Бұл оның Мен Чунның жұмыртқаларын қайтарып алудың жалғыз мүмкіндігі болды. Осы уақытта Хауа компьютерінің астындағы пробирканы байқаған кезде соңғы хатын жазып, басып шығаруды аяқтады. Ол қуанып, Гонрым ны іздеп барды да, Гонрым мен Кан Судың демалыс бөлмелерінде ілулі тұрған Гоханның суреттерін көрді. Ол кенеттен Гоханның екі жігіттің оны жақсы көретініне өте бақытты екенін сезді. Сол кезде Хауа оған қарау үшін пробирканы Гонренге берді. Онда екі шыбынның жұптасуының нәтижесі болды. Хауа бала сияқты қатты қуанды. Өйткені салмақсыздықта өмір сүру өте қиын болды. Хауа Гонренге Кан Су бұл туралы ешбір жағдайда білмеуі керек екенін еске салды. Әйтпесе, бұл екі шыбынға сынақ субъектісі ретінде қаралып, қатыгез эксперименттерге ұшыраған болар еді. Гонрен Кан Судың өзіне тиесілі басқа ештеңені тартып алуына жол бермейтінін нығайтты. Гонреннің сүйіктісіне қобалжығанын байқаған Хауа оны мазақ етті. Гангронг олар жерге оралғанда, ол Хауамен ауырлық күші күшейген кезде кездесе алады деп үміттенетінін айтты. Хауа ақырын жымиып, оған өсиетін берді. Оның осы миссиядан кейін жерге аман есен орала алатынын ешкім білмеді. Сол кезде пробиркадағы екі шыбынның көбейе бастағанын көрген Хауа қуаныштан күлді. Гангронг та қуанды. Ақыры ғарышқа шығу уақыты келді. Хауа мен Кан Су белгіленген жерге бара жатқанда, Гангронг тоңазытқыш камерасына қарай беттеді. Ол Мен Чунға қоңырау шалып,
оның жұмыртқасын Кан Су басқарғанын қалайсызбы деп сұрады. Бақытымызға орай, Мин Чун Кан Суға сенбеді. Ол жауапты дәрігер-гинеколог Гон Римге сенді. Ол оған эмбрионның дамуын үнемі қадағалап отыруы керек еді, және ол төрағаны оған операция жасауға рұқсат беруге көндіруге уәде берді. Гангронгты осындай жауапкершілікке тарту оның жан тыныштығын берді және оның барлық күмәндерін сейілтті. Ол жұмыртқаны кез келген жағдайда қайтаруға шешім қабылдады. Мин Чунмен әңгімесін аяқтаған соң, Гангронг жоспарын орындап, жүгіру жолында қатты жүгіре бастады. Осы уақытта скафандр киген Аламен Кан Су күн батареяларын жөндеуге кірісті. Бірнеше сағаттан кейін Кан Судың қолғабында ақау пайда болған кезде жұмыстың көп бөлігі аяқталуға жақын қалды. Жердегі диспетчерлік пункт оған дереу станцияға оралуды бұйырды. Ал Хауа да оны дереу оралуға шақырды, әйтпесе ол өз өміріне қауіп төндіреді. Негізгі тапсырмаларды орындаған кезде қалған жұмысты Хауа жалғыз өз орындайды. Кан Су ғарыш станциясына қайта оралды. Осы уақытта бүкіл станцияда дабыл қағылды. Оған Гангронгтың жүгіру жолындағы қарқынды жаттығулары себеп болды. Қозғалтқыш шамадан тыс жүктеліп, ұшқын пайда болды. Гангронг болжағандай, ғарыш станциясының апаттық жүйесі электр қуатын өшіріп, зертханадағы барлық жабдықтардың, соның ішінде мұздатқыштың құлпын ашты. Осы сәтті пайдаланып, Гангронг жұмыртқаларды мұздатқыштан тез шығарып, портативті музыка ойнатқышына тығып қойды. Тек түтін шығып, өрт шықпағандықтан, дабыл бірнеше минуттан кейін өшіріліп, ғарыш станциясының қуаты қалпына келтірілді. Басқа ғарышкерлер ештеңеден күдіктенбеді. Мин Чунның жұмыртқаларының қайтып оралғанына қатты қуанған Гонг Риан қатты жеңілдеп қалды. Дағдарыс аяқталғаннан кейін Хауа соңғы жөндеу жұмыстарын жалғыз өзі жалғастырды. Бұл процесс кезінде күтпеген жерден ол қателесті. Тұтқаның үстінде жатқан құрал абайсызда ғарышқа ұшып кетті. Осылай құлаған кез келген құрал ғарыш станциясына соқтығысатын қауіпті затқа айналуы мүмкін. Осыған байланысты Хауа қолын созып, аспапты тартып алмақ болды. Бірақ өкінішке орай ол таудан тайып кетті. Оның денесі кеңістікте қозғала бастады. Бұл өте қауіпті жағдай туғызды. Оған байланған қауіпсіздік арқанын пайдаланып, Хауа өзін тұрақтандыру үшін күн панелін ұстауға тырысты, бірақ оның қолғабын күн панелінің құрамдас бөліктерімен тесіп тастады. Станция ішіндегі әріптестер Хауаны қайтару үшін маневр жасауға тырысты, бірақ ұзақ қашықтыққа байланысты дәрменсіз болды. Егер осылай жалғаса берсе, Хауаның оттегі таусылып, бірнеше минуттан кейін өліп қалуы мүмкін. Одан да қауіптісі, оның қолғабындағы зақымдалған жердің ұлғаюы жалғасты. Скафандр жүйесі Хауаның қанындағы оттегінің деңгейі тұрақты түрде төмендеп жатқаны туралы ескерту жасады. Сонымен бірге Гангронг Хауаның оған қалдырған қоштасу хатын оқыды. Хатта Хауа өзінің өміріндегі ең маңызды адамды, асырап алған әкесін, Америкадан келген астронавтты еске алды. Ол экипаж мүшесін құтқару үшін ғарышқа сапар шегу кезінде өз өмірін құрбан етті. Хауаның асырап алған әкесі қайтыс болғанға дейін оған хат қалдырған. Кең ғаламда барлық тіршілік иелері бірдей және керемет. Адамдар құдай емес. Хауа ана өзінің өліп бара жатқан тілегінің арқасында әрбір тірі жанға қамқорлық жасауды үйренді. Өз хатында оның соңғы өсиетінің әрбір бөлігі өмірге арналды. Ол гангрионға жараланған экипаж мүшелеріне, зертханалық тышқандарға және ТЖБ жақсы күтім жасауды еске салды. Ол тіпті оған чили пастасын жеуді және дене қалдықтарымен күресуді бірнеше рет еске салды. Нөлдік гравитация жағдайында адамның әрбір әрекеті өмірдің өзімен байланысты. Бәрінен бұрын ол осыны баса айтты. Қандай жағдай болмасын, Гонг Р орнында қалу керек. Ол оның өз өмірін бағалағанын қалады. Егер Гонг Р оның нұсқауларын орындай алса, Хауа бір күні жерге оралғанда оны міндетті түрде үшуге шақырамын деп уәде берді. Гонг Р ғарыш станциясынан төтенше жағдай туралы сигнал түскенше оның сөзін толығымен орындады. Ең сорақысы шынымен де болды. Гонг Рен Хауаның қазіргі жағдайын тез тексерді. Қашықтыққа байланысты Хауа енді роботтың қолына жете алмады. Сондықтан оның бүкіл денесі күн панелінде жатып қалды. Оның оттегі таусыла бергенде, ол енді толық есін сақтай алмады. Жердегі миссияны басқару орталығының үйлестіруінің арқасында Хауа өз орнын алу үшін соңғы күшін жұмсады. Бірақ миссияны басқару бұл жағдайда мүлдем дәрменсіз болды. Барлығы дүрбелеңге түсіп, Хауаның өміріне қауіп төніп тұрғанын көрді. Кенеттен ғарыш станциясының ішіндегі люк ескертусіз ашылды. Гон Рен оның бұйрығын орындамады. Азаматтық жолаушы ретінде ол ғарышқа шығу үшін скафандр киген. Тәжірибесі жоқ. Гангронгтың денесінің жартысы қазір ғарышта қауіпті түрде салбырап тұр. Сонымен қатар, Гангронг скафандр киер алдында декомпрессиялық процедураларды орындамағандықтан ол ғарышта да өліп қалуы мүмкін. Алайда Гангронг бұған аса мән бермей, үздіксіз алға жылжуын жалғастырды. Қашықтыққа байланысты ол кабельдің қай жерде екенін көре алмады. Гангронг өкпесінің бар күшімен айқайлап, есінен танып қала жаздаған Хауаны оятып, оған кабельдің орналасқан жерін көрсетті. Сол кезде Хауа жасырын түрде көзіне жас алды. Сонымен бірге ол өзін өзі қалпына келтіріп, Гангронгқа кабельдің орналасқан жерін көрсетті. Оның нұсқауларын орындай отырып, Гангронг бір бағытта тұрақты түрде қозғалды. Ақыры ол кабельді ұстап үлгерді. Кабельдің арқасында
Гангронг Хауаны оттегі таусылмай тұрып, ғарыш станциясына аман есен жеткізді. Оттегісіз және физикалық бейімделусіз өткен түннен кейін ес-түссіз жатқан Хауа оянды. Оның санасында бірінші кезекте оны құтқару үшін өз өмірін қатерге тіккен Гангронг болды. Гангронг та көп ұзамай оянды. Есін жиған соң, жердегі жақсы досына телефон соғып, оның аман есен екенін айтты. Оның досы оған жақында ғана құрбысының өзі бұқаралық ақпарат құралдарына олардың үйленетінін жария еткенін айтты. Бірнеше минут бұрын Говон әкесін әшкерелемей-ақ үйленетінін жариялаған болатын. Оның айтуынша, жігіті жерге оралғанда олар үйлену тойын өткізетін. Алайда Гангронг бұл жаңалықты естігенде қатты қуанған жоқ. Оның санасы Хауаның көмегі туралы ойларға толы болды. Ғарыш станциясында Гангронг пен Хауа кезек-кезек дәретханаға барды. Хауаның аман есен жүргенін көрген Гангронг жеңіл демалып, жымиды. Күтпеген жерден Хауа оны шапалақпен ұрды. Ол бәрін анық түсіндірді. Астронавт ретінде ол кез келген уақытта өзін құрбан етуге дайын болды. Бірақ Гангронг жай ғана қарапайым ғарыш туристі болды. Командир ретінде ол оның да ғарышта өлуіне жол бере алмады. Гангронг дауласа алмады және кешірім сұрауға мәжбүр болды. Ол бұл қатені ешқашан қайталамауға уәде берді. Хауа бірден Гонг-ға жерге оралғанға дейін оған рұқсат етілген шектен тыс әрекет етуге рұқсат етілмеуін бұйырды. Оған тіпті оның алдына шығуға да рұқсат етілмеді. Мұны естіген Гонг-р оған қайта-қайта жалбарынды. Ғарыш станциясының кішкентай болғаны сонша, ол Хауадан қалай мүлдем аулақ болды. Бірақ Хауа мейірім көрсетпей, салқын түрде артына бұрылды. Әрине, Гангронг Хауаның мұндай ауыр сөздерді айтудың өзіндік себептері бар екенін білмеді. Ол жалғыз қалып, кең ғаламға қараған кезде, ол өзін қатты сезінді. Оның санасында үнемі пайда болатын бейне Гангронгтың нәзік көзқарасы еді. Кансу, содан кейін Май Гангронгты қорқытып, ережелерге сәйкес Гангронгтың рұқсат етілмеген әрекеттері ережелерге қайшы келеді және жазалауға лайық деп айтты. Гангронг шегінбей Кансуға Минджунның жұмыртқаларын алып қойғанын айтты. Күтпеген жерден Кансу одан сайын агрессивті бола бастады. Ол эксперименттің әлдеқашан аяқталғанын айтты. Ұрықтанған 7 жұмыртқаның 6-ы сәтті дамыды. Мұны естіген Гонрен одан сайын үмітін үзді. Бірақ шынымды айтсам, Кансу да сондай күйзеліске ұшырады. Өйткені ол Говонның Гонрианмен үйленетінін жариялағаны туралы хабарды көрді. Сол күні кешке Гонриан түнеу үшін орын сұрауға үміттеніп, қалған 2 астронавтқа қонаққа барды. Олар келісіп, тіпті Гонрианмен мас болғанша ішуді жоспарлап, жасырын түрде жасырған сирек ішімдікті де әкелді. Олар оған мұндай тыныш және тұншықтыратын жерде алкоголь олардың жалғыз қуанышы және эмоционалды тірегі екенін айтты. Ұйықтар алдында 2 астронавт қалған ішімдікті Гангронгқа берді. Олар үшін Гангронг батыр болды. Олар ұйықтау аймағынан бірінен соң бірі шыққаннан кейін Гангронг жалғыз қалды. Салмақсыз жүзіп, ішімдікпен жайлылықтан ләззат алды. Оның депрессиялық көңіл күйі ақыры сәл жақсарды. Мүмкін түннің бір уағында ішімдік ішкендіктен Гангронг ұйықтай алмады. Ол ғарыш станциясында алға артқа серуендеп, ғалымдарға бұл туралы еске салды. Ол бір ғалымға Альцгеймер ауруына қарсы вакцина жасау үшін тышқандарды пайдалануды тапсырды. Содан кейін ол Мина есімді басқа космолог ғалымға барды. Күні кеше барлығы лотерея нәтижелерін тексеріп жатқанда, Мина кездейсоқ $5 триллион ұтып алған 30 лотерея билетін тауып алды. Билеттің иесі Кансу болатын. Бірақ ол бұл туралы әлі білмеген. Минаның әпкесі оған билетті іш киіміне тігуді бұйырды. Мина жерге оралғанда, 2 әпкесі де оны қолма-қол ақшаға айналдыруға барады. Ол кезде олар бір түнде бай әйелге айналуы мүмкін еді. Әпкесінің нұсқауын орындап, Мина лотерея билетін іш киіміне тігуді жоспарлаған. Гангронг күтпеген жерден пайда болды. Гангронг Минаның лотерея билетін алып жатқанын көрген болып шықты. Мұны көрген Мина үрейленіп, Кансу билетін қайтарып беремін деп өтірік айтты. Күтпеген жерден Гангронг Минаға тым шыншыл болмауға кеңес берді. Сайып келгенде Кансу миллиондаған адамнан тұратын отбасынан шыққан және бұл кішкентай қалта ақшасын жіберіп алмас еді. Гангронг Минаға құпияны сақтауға көмектесуге уәде берді. Өз кезегінде Гангронг Мина бір күні оған себебін сұрамай ақ көмектеседі деп үміттенген. Ғарыш станциясында бір рет секіргеннен кейін Гангронг эмбриондарға эксперименттер жасау үшін зертханаға жасырын кірді. Өкінішке орай, салмақсыздық жағдайында тіпті жұмыртқаларда тепе-теңдікті сақтай алмады. Гангронг эксперименттен уақытша бас тартуға мәжбүр болды. Дәліздің соңында Еваның демалыс бөлмесін көргенде Гангронг бар батылдығын жинап, тура сол жаққа қарай бет алды. Хауаның да ояу екені белгілі болды. Ол Гангронгтың сыртта шығарған дыбыстарын жасырын тыңдайтын. Сол сәтте Гангронгтың көздері Хауаға тіке қараған кезде нәзіктікке толы болды. Содан кейін ол бала сияқты Хауадан өмірін сақтап қалған құтқарушыны мадақтауын өтінді. Хауа Гангронгтан шыққан алкогольдің иісін сезді. Ол одан сұрағысы келді. Бірақ ол алдымен оны ұната алатынын сұрап сөйледі. Хауа оның көзқарасынан аулақ болды. Бірақ Гангронгтың көздері нәзіктікке толы болды. Ол Хауаны қашан ұната бастағанын да білмеді. Біраз ойланғаннан кейін Хауа қатты жоқ деп жауап берді. Ол оның мойындауы жай ғана маскүнемдік деп есептеді. Ең бастысы,
екеуінің де өз ғашықтары бар. Бірақ Гонг Ырым шын жүректен сөйлеп, бірнеше күннен кейін жерге оралатынын және кетер алдында оның жауабын естуге үміттенетінін айтты. Алайда Хауа өз кабинасынан Гонг Ырымны салқын түрде шығарып салды. Бірақ ол кеткеннен кейін ол мазасыздана бастады. Ол сыртқа қарау үшін есікті ақырын ашты да, оның әлі кетпегенін көрді. Гонг Ырым оған қызық деп шешті. Дәрігер-гинеколог ретінде оның өміріндегі әйелдердің көпшілігі әрқашан жүкті науқастар немесе науқастар болды. Тек Хауа ғана басқаша болды. Ол оның жүрегіне шынымен әсер етті. Бірақ Хауа оны бәрібір қабылдамады. Ол кілт мұрагерінің қалыңдығымен еш нәрсе істегісі келмеді. Гангронг жерге оралған бойда сүйіктісін өлтіремін деп уәде берді. Ол Хауадан бір жылдан кейін жігітімен ажырасып кете ме? Әлде ол жігіт одан жақсы болмай қалса, оған мүмкіндік бере ме деп сұрады. Хауа жауап ретінде Гангронгқа ешбір жағдайда оған ғашық болмауды қатаң түрде бұйырды. Ол тіпті оның жігіті сияқты жақсы емес екенін ашық айтты. Мұны естіген Гангронг қатты күйзелді. Ол жаңа ғана одан бас тартқан әйелдің жүрегі дүрсілдеп тұрғанын білмеді. Осы уақытта жерде ғарыш кемесінің бұрынғы командирі Те Хи ескі суретке қарап отырды. Олардың бірінде ол өзі, Хауа және оның бұрынғы жігіті Донг бейнеленген. Те Хи бір кездері Ава мен Донгтың ғарышты игеру миссиясын басқарған. Бір күні Донг ақ кенеттен Те Хидің қолынан ұстап, оған білегіндегі сағатын берер ме екен деп сұрады. Бірақ әзілдеп отырып, Донг сол кезде ғарышқа алғаш рет аттанған Хауаға да мейірімділік танытты және оның ішінде біраз қобалжу сезінді. Үйде ол скафандр Хауаға өте жақсы сәйкес келетінін ақырын айтты. Сол сәтті есіне алғанда Те Хи Хауаны қызғанатын. Өйткені ол әрқашан үйде болғанды ұнататын. Те Хи енді бақыт оныкі емес деп ойлап, күрсініп артқа қайтты. Күтпеген жерден үйде Те Хидің көлігіне рұқсатсыз отырды. Ол жұмыстан шығып, жердегі басқару орталығынан кетпекші болды. Те Хи оның кетуін қаламайтынын ашық айтты. Гангронг уәдесінде тұрды. Сол күні ол Гоуға телефон соқты. Гоувон жігіті оны үйленетінін жарияламас бұрын оған бұл туралы айтпағаны үшін кінәлап жатыр деп ойлады. Бірақ Гангронг өзінің Гоувонға лайық емес екенін және онымен құда түсуге ниеті жоқ екенін айтты. Гонг Рионың сөзіне байланысты Гоувонның көңіл күйі келесі күні бойы нашар болды. Бірақ ол Гонг Рионды иемденуге шешім қабылдады. Ол тіпті Гонг Ренмен бірге болуға рұқсат береді деп үміттеніп, лифтте басқарма төрағасы әкесінің алдында тізерлеп отырды. Төраға Гонг ырғызын жақсы көрмейтінін байқап, оны шынымен жақсы көретін Кан Суға көбірек көңіл бөлуге шақырды. Гонг Кан Суды бағаламады. Ол Кан Су эмбриондарының ғарыштағы эксперименті сәтсіздікке ұшырайтынына нық сенді. Мин Джун досы Гонг Реннен прогресс туралы сұрады. Досы Гонг Риан жұмыртқаны сәтті шығарып алғанын, енді оларға тек тәжірибе жасау керек екенін айтты. Мин Чун жеңіл дем алды. Осы кезде төраға Мин Чунды ғалымдар өткізіп жатқан кездесуге шақырды. Ғылым академиясы Кан Су экспериментінің нәтижелерімен танысып, 7 жұмыртқаның 6-ы сәтті ұрықтандырылғанын растады. Төраға бірден қуанды. Ол Кан Суды дұрыс бағалағанына сеніп, Мин Чуннан Кан Су мен Гонг Ырым арасында таңдау жасауын өтінді. Ол ұрықтандырылған жұмыртқаларды бүгін кешке жатырға имплантациялауға болатынын естіді. Біраз ойланғаннан кейін, әдетте төрағаға қарсылық білдіруді жөн көретін Мин Чун Кан Суды таңдады. Оның басқа амалы қалмады. Өйткені оның өз баласына деген құштарлығы тым күшті болды. Сол түні Гон Рен Мин Чунға телефон соқты. Не болғанын білмей, ол әлі де көтеріңкі көңіл күйде болды. Және сол күні кешке эко процедурасын бастауды жоспарлады. Күтпеген жерден Мин Чун оған тоқтауды бұйырды. Егер Гонг Ырым ұсталса, бұл Кан Судың зерттеу нәтижелеріне қауіп төндіруі мүмкін екенін айтты. Мұны естіген Гонг Ырым тағы да көңілі түсіп, шын жүректен жерге тез оралғысы келді. Хауа да сондай күйзеліске ұшырады. Ол өзінің жігіті Донгпен бейне байланыс арқылы сөйлесті. Бірақ экранда ол барлық жерде шашылып жатқан әйелдер іш киімін көрді. Бұл кезде Донг Те Химен төсекте жатқан. Бейне әлдеқашан өшірілген деп ойлап, олар екінші жағынан жыныстық қатынасқа түсе бастады. Кездесу кезінде Те Хи үйден Хауаға деген сезімі туралы сұрады. Үйде ол Хауаның еркектерді мүлде түсінбейтінін қатал үнмен айтты. Хауаның эмоциясы толығымен бұзылды. Ол Гангронгтан алкогольді қайда жасырғанын сұрауға барды. Әлі ашуланған Гангронг өтірік айтып, білмеймін деді. Хауа барлық қорқынышты адамдарға тоқтаусыз қарғыс айтып, өзінің ашуын шығарды. Оның айтуынша, ер адамдар шалбарын шешкеннен кейін олар жай ғана сүтқоректілерге айналады. Гонг Рион оны ол туралы айтып жатыр деп ойлап, оны тоқтатуды бұйырды. Осы кезде оны Донгпен алдаған Те Хи Хауаға бұрылды. Хауа оны ұрыса жаздады, бірақ ол өзін ұстай берді және ештеңе айтпады. Екінші жағынан, Те Хи ештеңе болмағандай әрекет етіп, Хауаға командир ретіндегі міндеттерін орындау керектігін еске салды. Осы уақытта ғалым Мина жердегі әпкесімен байланысқа шықты. Мина Гон Реннің оның лотерея билетін алып жатқанын қалай көргені туралы айтты. Енді ол мұны істей ала ма деп қатты уайымдады. Шын мәнінде оны құпия сақтаңыз. Оның үстіне, егер Кан Су оның лотерея билетін жасырын алып кеткенін білсе,
жаман нәрсе болуы мүмкін деп алаңдады. Күтпеген жерден бұл әңгімені Сын Чжун есімді тағы бір ғалым естіді. Минаның 5 триллион долларлық лотерея билеті бар екенін білген Сын Чжун өзін ұстай алмады. Ол көп ақша тастап кеткендей ояу армандай бастады. Басынан кешкендер мен қорқақ жүрегінің кесірінен Мина Кан Судың лотерея билетін қайтаруға шешім қабылдады. Ол билет алайын деп жатқанда Сонг Джун келді. Ол ашуланып әңгіме тақырыбын өзгертуге себеп іздеді. Осы кезде перфекционист Кан Су күңкілдеп шағымдана берді. Мина үнемі ұсақ түйек нәрселерді таңдайтын. Бірақ Кан Судың өзін өте бай деп мақтанғанын көргенде, оның ашуланғаны сонша өзін ұстай алмай, оған жауап берді. Мина енді оған билетті қайтармауға шешім қабылдады. Сын Чжун тіпті шетелдік астронавтқа лотерея билеті туралы жасырын түрде айтып берді. Кан Су лотереяны ұтып алғанын мүлде білмеді. Осы уақыт ішінде ол 7 эмбрионды бақылауды жаңа ғана аяқтады. Тексеруден кейін ол барлық 7 эмбрионның өте сау екенін растады. Содан кейін оларды мұздатып жерге қайтару керек болды. Кан Су осы жақсы жаңалықты жеткізу үшін басқарма төрағасына хабарласты. Төраға қуанып, Кан Судан эмбриондарды суретке түсіруді өтінді. Ол немерелерін ғарыш станциясында көргісі келді. Жігітінің опасыздығына байланысты Хауа Гонг ірім жасырған жарты бөтелке алкогольді тауып алды. Ол бөтелкедегі сұйықтық тамшыларға айналғанша мас болуды жоспарлаған. Хауа мүлде тыныш жия алмады. Осы уақыт ішінде Кан Су жаңа ғана 7 эмбрионның, соның ішінде ерлер мен әйелдердің жынысын анықтауды аяқтады. Ол төрағаның бірнеше немерелері мен шөберелері болатынын дәлелдеді. Кан Су төрағаға ұрықтандырылған эмбриондардың суреттерін жіберді. Осы кезде күтпеген жерден Хауа ана кіріп келді. Кан Су ұрықтанған эмбриондарды инкубаторға асығыс орналастырды. Хауа өте байсалды және мұқият жұмысшы, ерекше бір нәрсені байқады. Ол инкубациялық камерадағы температура мен оттегінің деңгейі жеміс шыбындарының өмір сүру жағдайларына сәйкес келмейтінін көрді. Хауа әрқашан Кан Су жеміс шыбындарын зерттеп жатыр деп сенген. Бірақ көп ұзамай ол компьютерде ұрықтанған жұмыртқалардың суреттерін көрді. Кан Су бұл жасушалардың бөлінуі мен жеміс шыбындарының суреттері деп асығыс өтірік айтты. Дегенмен, Хауаның биологиялық білімі оған суреттердегі адам эмбриондарын тануға мүмкіндік берді. Хауа Кан Су ұрықтанған жұмыртқалармен эксперименттер жүргізу үшін жеміс шыбындарын зерттеуді жамылғы ретінде пайдаланғанын анықтады. Бұл ғарыш заңнамасын бұзды. Ол үнемі Кан Суға сұрақ қойып, оның әрекетіне қатаң тыйым салынғанын ашық айтты. Ол байсалды сөйлеп, инкубациялық қорапты дереу ашуды талап етті. Оның басқа амалы қалмады және оны орындауға мәжбүр болды. Бірнеше астронавтты тексергеннен кейін олар қораптың ішінде шынымен де адамның ұрықтандырылған жұмыртқалары бар екенін растады. Хауа Кан Судан адамның жұмыртқаларын ғарыш станциясына қалай жеткізгені және олардың кімге тиесілі екендігі туралы сұрады. Құпияны сақтау үшін Кан Су жұмыртқаларды банк сыйға тартқан тәжірибелік бұйымдар деп өздігінен өтірік айта бастады. Ол гангрионның атын айтудан аулақ болды. Тек жұмыртқалар шыны бөтелкенің астына тығылып, жасырын түрде ғарышқа жеткізілді деп айтты. Сперматозоидтарға келетін болсақ, Кан Су оны Сантага есімді шетелдік астронавттан алынған және мұздатылған азық-түлік қоймасында сақталған деп жалған мәлімдеді. Кан Су бұл әрекет адамның бедеулік мәселесін тікелей және тиімді түрде шешеді деп сенді. Алайда Хауа принципті адам болғандықтан бұл эмбриондарды жоюды талап етті. Кан Су не деп жауап берерін білмей абдырап қалды. Ақырында Гонрен Хауаны қуып жетіп, оны қазірдің өзінде қалыптасқан эмбриондар өмір және оларды тірі қалдыру керек пе, жоқ па деген мәселені шешу керек деп сендіруге тырысты. Бұл олардың өз шешімі. Хауа радиация мен ғарыштық сәулелердің әсерінен ғарышта өсірілген эмбриондар күтпеген жерден дами алады деп сенді. Ол эмбриондарды кәдеге жарату машинасына лақтырып жіберді. Мұны көрген Гангрон қатты көңілі қалды. Ол Хауаны өлтіруші деп атады. Бір кездері Гангрон ғарышты ана құрсағындай деп ойлаған. Бірақ Хауаның әрекеті оған бұл жер өмірдің туған жері емес, өлім болатын жер екенін түсінді. Ол тіпті Хауаға деген сезіміне өкініп, кешегі мойындауын қайтарғысы келді. Алайда Хауа бұған мән бермеді. Ол жер үсті басқармасына хабарласып, Кан Судың адамды ұрықтандыру үшін рұқсат етілмеген эксперименттер жүргізіп жатқанын және оның отставкаға кетуін талап еткенін айтты. Жер үсті басқармасы Хауаны командир лауазымында ұстауға шешім қабылдады. Бірақ кейін Со-ны экспедициядан шығарып, оны астронавт мәртебесінен айырды. Хауа жерге есеп берумен қатар, кейін су микроскопында мәжбүрлеп тәркілеген. Осы сәттен бастап микроскопты пайдаланғысы келетін кез келген адам оның рұқсатын алуы керек еді және бүкіл эксперимент процесі бақыланады және жазылады. Төраға мұның бәрі туралы ештеңе білмеді. Ол әлі күнге дейін қызының Гонренмен ажырасуын тойлап, жоспарлап жүрген. Ол немересінің есейгенін күтіп, содан кейін корпорацияны басқаруды оған тапсыруды жоспарлаған. Осы уақытта Кан Су ғарышта болып жатқан оқиғалар туралы хабарлау үшін телефон соқты. Гонреннен әлі де Кан Судың бірнеше жұмыртқасы ұрланғанымен микроскопсыз эмбриондармен тәжірибе жасау мүмкін болмады. Мұны естіген төраға әп-сәтте қуаныштан қайғыға ауысты. Тіпті оны басып алған эмоциялардың кесірінен сол жерде есінен танып қалды. Бақытымызға орай, төрағаның үлкен проблемалары болған жоқ. Ол оянғанда қызына Гонг мен байланысуды бұйырды.
Енді оның жалғыз үміті Гонг ырының тоңазытқышындағы жұмыртқалар, құмарлық. Алайда Гуо ын әкесінің тілегін орындаудан бас тартты. Гуо ын Гонг ырны да тұтқындауға болады деп қорықты. Мен Чжунның көңілі одан бетер түсіп, берілуге бел буды. Марқұм күйеуімен болған махаббат хикаясының соңғы бейнесін көргеннен кейін Мен Чжун бұл өлім деп ойлады. Бірақ өмірде табанды Гонг ырын берілмеді. Қазіргі уақытта оның қолында әлі 3 жұмыртқа бар. 3 күннен кейін Гангронг жерге оралуы керек еді. Бірақ эмбриондардың эмбрионға айналуы үшін 3 күн қажет болды. Сондықтан Гангронг үшін бүгінгі кеш соңғы мүмкіндік болды. Қолында микроскоп болмағандықтан Гангронг микроскоптың әсеріне қол жеткізу үшін микропипетканы пайдалануды жоспарлады. Ең үлкен қиындық ғарыштағы салмақсыздық күйі болды. Ол нық тұра алмағандықтан Гангронг жұмыртқаларды орнында бекіту үшін күресті және сперматозоидты дәл енгізу мүмкіндігі одан да аз болды. Осы төтенше жағдайда Гангронгтың жердегі досы оның қолдары мен аяқтарын ұстайтын бірнеше адамды табу керек екенін айтып, оны шабыттандырды. Гангронгтың ойына бірден қалған астронавттардан көмек сұрау идеясы келді. Сонг Джун кездейсоқ Минаның лотерея билетін тапқаны туралы әңгімені естіп, лотерея билетін 3 бөлікке бөлуді ұсынды. Бір бөлігі Сантагоға кетеді. Өйткені ол 3 күннен кейін жерге қайта оралады және оны уақытында ғана сатып ала алады. Ақырында Минаның келісуден басқа амалы қалмады. Сонымен қатар талқылаудан кейін үшеуі де, соның ішінде Мина да Гонг ырының ұсынысын айырбас ретінде қабылдады. Гангронг Кансудың лотерея билетінің құпиясын ашпас еді. Ал Мина тепе-теңдігін жоғалтпауға көмектесу үшін Гонг ырны қолдайтын еді. Сантага әлі де мазасызданып, Гангронгтан сатып алудың мақсатын түсіндіріп беруін өтінді. Уақыт қысылып, Гангронг шындықты айту керек болды. Адам эмбрионына эксперимент жүргізілгелі жатқанын естіген ғарышкерлер, егер олар табылса, Кансу сияқты астронавт ретінде өз позицияларын жоғалтып аламыз ба деп қорқып, екілене бастады. Гангронг оларға 5 триллион вондық лотерея билетін еске салып, оларды мұндай орасан байлықтан бас тартпауға шақырды. Ғарышкерлер арасында Сантага бірінші болып шешім қабылдады. Оның байлығы төрағаның ұлымен бірдей болды. Оның ұрығы сау емес және ол көбейе алмады. Ол күн сайын журналдардағы тартымды әйелдерге қарап, тәжірибе жасау үшін сперматозоидтарын жинай алатын. Оның балалы болғысы келетіні белгілі болды. Ұрпақ әкелгісі келетін ата-ананың көзқарасы бойынша Сантага Гангронгтың ұсынысымен келіскен. Көп ұзамай Мина мен Сын Чжун да қатысуға келісті. Түнде Хауа ұйықтап жатқанда Гангронг демалыс бөлмесінен тыныш шығып кетті. Дайындықтан кейін Сантага мен Сын Чжун Гангронгтың аяғынан ұстап тұрды. Ал Мина сыртта не болып жатқанын бақылап тұрды. Осылайша өмірді құру эксперименті басталғалы жатыр еді. Оның денесі бекітілгендіктен Гангронг сперматозоидты сәтті ұстап алды. Өкінішке орай, процесс барысында микросорғыш түтік дірілдей берді. Бұл бірінші жұмыртқаның тесілуіне және өлуіне әкелді. Қазір Гангронгта тек 2 жұмыртқа қалды. Екінші рет Гангронг өзінің абсолютті концентрациясын сақтап қалды. Ол жұмыртқаны сору түтігіне сәтті бекітті. Содан кейін оның жұмыртқасына сперматозоидты имплантациялау керек болды. Өкінішке орай, шамадан тыс күш жігердің салдарынан сперматозоид байқаусызда жұмыртқаның сыртына шығып кетті. Екінші жұмыртқада бүлінген. Гонганда бір ғана жұмыртқа қалды. Бұл жолы сәтті болу үшін оған сперматозоидты жұмыртқаның дәл ортасына енгізу керек болды. Күтпеген жерден Гангронг инъекция жасамақ болған кезде Хауа пайда болды. Біраз уақыт бұрын Гангронг Хауаға тәжірибе жасау үшін тышқандарды таңдауға көмектесті. Хауа түн ортасында оянып, 2 тышқанның жұптасып жатқанын көрді. Қуанып, ол осы қуанышты жаңалықты Гангронгпен бөліскісі келді. Гангронг демалыс бөлмесінен табылмағандықтан Хауа іздеуін астронавттардың демалыс бөлмесіне ауыстырды. Бөлмені салқындатуға жауапты Мина жағдайды асығыс реттеп, ішіндегілерге бұл туралы еске салды. Сантага мен Сын Чжун шуды естігенде Гангронгты сперматозоидтар мен жұмыртқалармен бірге бірден жасырды. Хауа ішке кіргенде екеуі Гонг ырны байқамай қалғандай кейіп танытты. Күтпеген жерден Хауа оларды жасырын ішімдік ішкен деп күдіктеніп, қонақ бөлмені тексергісі келді. Хауаның Гангронг жасырған скафандрын шешпекші болғанын көрген Сонг Джун оны тез тоқтатты. Ол олардың ішкенін мойындап кешірім сұрады. Бақытымызға орай, Хауа енді оларды мазаламады. Осылайша дағдарыстың алдын алды. Хауа кеткеннен кейін Гун Риан экспериментті қайта бастады. Ақырында ол жұмыртқаларды 2 тамшы урдың ұшына қойды. Осылайша олар мәдени шын аяқтың дәл ортасына түседі. Барлығы демін басып қалды. Гонг Риан өте зейінді болды. Өзінің абсолютті сабырлылығының арқасында үлкен қысымға қарамастан ол сперматозоидты жұмыртқаға тамаша енгізе алды. Тапсырма орындалған сәтте Гангронг ауыр жүкті түсіргендей болды. Енді оған ұрықтанған жұмыртқадан эмбриондардың дамуын күту ғана қалды. Ол күтіп тұрғанда Гангронг Хауамен сөйлесуге кетті. Олар сөйлесіп жатқанда олардың көздері кездесіп қалды. Хауа ғарышқа ұшар алдындағы уақытты есіне түсіре алмады. Жердегі басқару орталығы одан Гонг ырға қамқорлық жасауды сұрағанда, Хауа Гонг ыр ғарыш туралы ештеңе білмейді деп ойлап, бірден бас тартты. Бірақ қазір Хауа күлді. Камера арқылы Донг Хауа мен Гонг ыр арасындағы сынақ тышқандарын бақылап отырған интимдік көріністің куәсі болды. Олардың жақындығы туралы ойлаған Донг қолындағы темекіге алаңдап қарады. Осы кезде Техи келді де Донг оны бірден сүйіп алды. Бірнеше күн бұрын Техи Хауаның үйіне теледидарды өшіруге көмектесу үшін келді. Ол жерде Донды көргенде
Техи бірден оның өте ыстық екенін меңзеп, тіпті күртешесін әдейі шешіп алғанын айтты. Донг бәрін бірден түсініп, онымен тікелей сүйіктісінің үйінде жақын араласты. Осы кезде Техи тағы да үйде құмарлықпен сүйді. Күтпеген жерден үйде ол жұмыстан кеткелі тұрғандықтан оны Техимен шатастырып алғанын айтты. Олар Гоноренге көмектескеніне қарамастан, ғарышкерлер кейінірек бұл орынсыз деп ойлады. Ғарышкер ретіндегі ар намысын қорғау үшін олар бұл мәселені талқылап, Кансудың лотерея билетін қайтаруға шешім қабылдады. Сол түні Хауаға миссияны басқару орталығынан қоңырау түсті. Жердегі бақылаулар ғарыш станциясының ғарыш қоқыстарының көп мөлшеріне қарай жылжып бара жатқанын көрсетті. Соқтығысу ықтималдығы оннан бір ғана болса да, жердегі басқару қызметтері Хауаға жауап дайындау үшін әлі де хабардар етті. Сигнал алғаннан кейін Хауа өз орбитасын тез реттеп, қоқыспен соқтығысудан сәтті құтылды. Түнде Гангрион жасырын түрде демалыс бөлмесінен шығып кетті. Хауа ұйықтап жатқанда ол эмбрионның сәтті дамуы үшін дұға етті. Намаздан кейін Гангронг Хауаның саусақтарында таңғы шоқ екенін байқады. Уайымдап, оның аяғынан ұстап, өзін қадағаламағаны үшін ұрысып қалды. Хауа өте қатты ұйықтап жатқан сияқты. Сондықтан Гангронг таңғышты өзі ауыстыруға мәжбүр болды. Хауаның алдында тыныш ұйықтап жатқанын көріп, Гангронг туралы естеліктер бейсаналық түрде қайта оралды. Бір жыл бұрын ол Хауаның оны орталықта мазақ еткенін естіген. Хауа Гангрион ғарышта қалай өмір сүру керектігін түсінбейді деп ойлады және оның қамқоршысы болуын талап етті. Мұны естіген Гангронг Хауаға оны ешқашан қиындыққа ұшыратпаймын деп уәде берді. Бірақ қазір алдынан Хауаға қарап отырып, Гангрион кенеттен оның сөздерінде еш нәрсе жоқ екенін түсінді. Ол оны тек қиыншылыққа душар етті және шынымен де оған тым көп қиындық туғызды. Хауа әлі есін жиған жоқ. Сондықтан Гангронг осы мүмкіндікті пайдаланып, өз сезімін мойындады. Жерге оралғанда ол Хауамен бірге тамақ ішуге, серуендеуге және жердегі қарапайым жұп сияқты фильмдер көруге барғысы келеді. Мұны мойындағаннан кейін Гангронг культуралық шынаяқты бақылай бастады және эмбрионның қалыпты дамып келе жатқанын көрді. Қуанып, Гангронг жақсы жаңалықпен бөлісу үшін Мин Чжонға қоңырау шалды. Эмбрион инкубаторда тағы 2 күн тұруы керек еді. Содан кейін ол оны жерге қайтару үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Кеше Мин Чжон шарасыздықтан өлгісі келді. Бірақ бақытымызға орай ол дер кезінде табылып, ауруханаға жеткізілді. Гонг ырш қоңырау шалғанға дейін Мин Чжон әлі ес-түссіз жатқан еді. Бірақ ол қазір есін жиды. Төраға қуанышын баса алмай, Гонг Ренді отбасын құтқарған батыр ретінде қабылдай бастады. Өкінішке орай, Кансу Гонг Реннің қоңырауын естіді. Гонг ырға үнемі менсінбей қарайтын. Кансу оның қолынан келмеген нәрсеге қалай қол жеткізгенін көріп таңғалды. Кансу тіпті мәдениет жәшігін ашуға тырысты, бірақ дұрыс құпия сөзді енгізе алмады. Гонг ыр Кансуға мән бермей, барлығымен бірге таңғы асқа кетті. Осы кезде күтпеген жерден Хауа Гонг ырдың кеше түнде айтқан жылы сөздері туралы әзілдеді. Шындығында Хауа мүлде ұйықтамады. Ол оның барлық уайымдары мен жылы сөздерін есіне алды. Осы кезде Кансу ашуланып Гангронгқа жүгіріп барып, оны мықтап ұстап алып, Гангронгтың микроскопсыз жұмыртқаға сперматозоидты қалай енгізе алатынын түсіне алмай сұрай бастады. Кансудың эмбрионды ашуына жол бермеу үшін ғарышкерлер оны дереу ұстады. Олар хаоста болған кезде фрагмент ғарышта қайта пайда болды. Бұл жолы ол дәл осы орбитаға шықты. Жер үсті бақылауы тез арада дабыл қағып, Кансудың астронавт мәртебесін қалпына келтірді. Олар орбиталық станцияның барлық қызметкерлеріне құтқару капсуласына шұғыл түрде эвакуациялауды бұйырды. Командир ретінде Хауа ғарышкерлерге маңызды бұйрықтарды сабырмен орындады. Оларға жеміс шыбындары мен зертханалық тышқандар сияқты қажетті сынақ жануарларын жүк кемесіне тасымалдау керек болды. Хауа сонымен бірге Гонг Ронгқа жеке заттарын өзімен бірге алып жүруді ескертті. Гонг Ронг одан эмбриондарды алу үшін инкубациялық резервуарға қайта оралды. Күтпеген жерден төтенше жағдайға байланысты инкубациялық резервуар автоматты түрде бітеліп қалды. Гангронг құралды тартып алды. Осы кезде Кансу оған жақындап, оған берілуді бұйырды. Өйткені ұрықтанған жұмыртқалар эмбрионға айналмады. Гангронг алаңдап, Кансудан құтқару капсуласына қуат қосуға орын бар ма деп сұрады. Өйткені ұрықтанған жұмыртқалар эмбрионға айналу үшін инкубаторда электр қуатын қажет етеді. Гангронгтың қол оралуы мүлдем мүмкін емес еді. Гангронгтың үрейлі түрін көрген Кансу шарттарды келісуге тырысты. Кансу құтқару капсуласы үшін қуат көзін табуға уәде берді. Бірақ Гангронгтан ұрықтандырылған жұмыртқаны оған беруін талап етті. Гангронг келісті, бірақ Кансудан бұл туралы Хауаға ешқашан айтпауын өтінді. Келісімге келгеннен кейін Кансу асықпай заттарын жинауға кетті. Ал Гангронг су қоймасын ашуға тырысты. Біраз уақыттан кейін Хауа ғарышкерлерді құтқару кемесіне апарды. Осы уақыт ішінде ғарыш қоқыстары тығыздықтың артуына тап болды. Жағдай төтенше болды. Бірақ Хауа Гангронгтың кемеге әлі отырмағанын байқады. Жердегі миссияны басқару күту режимін тоқтатуды бұйырды және дереу ұшыру режиміне ауысты. Олар ғарышкерлерден шұғыл түрде жерге оралуды талап етті. Алайда Гангронг ғарыш кемесінің негізгі бөлімінде жалғыз қалып қойды. Соқтығыстардың салдарынан негізгі бөлім мен құтқару кемесі арасындағы байланыс үзілді. Гангронг шығанақтың есігін бірнеше рет қақты, бірақ оны ешкім естімеді. Кансу Гангронгты құтқару үшін өз еркімен келді.
Бірақ жердегі бақылау ғарыш кемесінің кабинасында жарықшақ пайда болғаны туралы ескерту хабарламасын жіберді. Оларға кабинаның есігін ашуға қатаң тыйым салынды. Әйтпесе ішіндегі барлық оттегі жоғалып кетер еді. Осы төтенше жағдайда Хауа Гангронгты құтқару үшін жалғыз баруға шешім қабылдады. Ол тіпті қауіпті ғарыштық серуенге шығуды жоспарлаған. Қандай жағдай болмасын, ол Гангронгты ғарышта жалғыз қалдыра алмады. Алайда жер бетіндегі адамдар оған үзілді-кесілді қарсы болды. Әсіресе Донг ол Хауаны сабырлы болуға және мұқият ойлануға шақырды. Жағдай шиеленісе түсті. Техи Гангрымды құтқару үшін құтқару кемесін жіберуге уәде берді және құтқару кемесіндегі барлық ғарышкерлерге дереу ұшып қайтып оралуды бұйырды. Ғарышкерлердің әлі де екіленіп тұрғанын көрген Техи төтенше жағдай бағдарламасын қашықтан іске қосты. Негізгі кабина мен құтқару капсуласы бөлек болды. Сонымен бірге ол кабинаның есігін күшпен жауып тастады. Мазасыздығына қарамастан, Хауа дәрменсіз болды. Қазіргі уақытта негізгі кабинаның ішінде Гангронг өзін-өзі құтқаруға тырысты. Ол құтқару капсуласымен байланыс орнатуға тырысты, бірақ өкінішке орай қосыла алмады. Оның орнына ол жердегі радиоарнадан сигналдар алды. Гангронг құтқару капсуласының жерге қарай үздіксіз алыстап бара жатқанын өз көзімен көрді. Ол бірден дерлік үмітсіздікке ұшырады. Күтпеген жерден дәл осы сәтте ол скафандр киген Хауаның құтқару капсуласының есігін ашып, оған қарай ғарыштық серуенге шығып бара жатқанын көрді. Құтқару капсуласының есігі жабылар алдында Хауа Гангронгты құтқаруға асықты. Хауа есікті қайта ашуды өтінді де Гангронгты аман есен қайтаруға уәде берді. Жердегі бақылау ақыры Хауаның өтінішін қанағаттандырды. Жердің басшылығымен Хауа ғарыш кемесіне баяу көтерілді. Оның ғарышқа шығу тәжірибесінің арқасында Хауаның алғашқы көтерілуі ғарыш қоқыстары қайта пайда болғанға дейін өте тегіс өтті. Үлкен қоқыс тығыздығы жоғары ғарыш кемесіне қарай ұшып бара жатты. Өмір мен өлімнің алдында тұрған Хауа ғарыш кемесінің ішін паналауға асықты. Өйткені қоқыс оған қарай қатты жүгірді. Ол жалтарып бара жатқанда Гонгтың сөздері оның санасында жаңғырықты. Ол Хауамен кездесіп, оны қарапайым адамдар сияқты жақсы көргісі келді. Өйткені олар жерге қайта оралып, бәрін бірге бастан өткерді. Біраз уақыттан кейін соңғы қоқыс ақыры жоғалып кетті. Ал Хауа салыстырмалы түрде қауіпсіз болды. Ол бірден негізгі бөлімнің алдыңғы жағына жеткенше кеменің үстімен жорғалай берді. Есік алдында Гонг мен Хауа бір-бірінің көздеріне тіке қарады. Хауа күлді, бірақ Гонг мазасыздана бастады. Оның жүрегі тек оған деген қамқорлыққа толы болды. Хауа негізгі бөлімге кіргеннен кейін Гонг оны қатты құшақтау үшін бірден оның жанына ұшып кетті де көзіне жас алып, қайта кешірім сұрады. Мұның бәрі оның кінәсі. Егер ол құтқару кемесіне уақытында жетсе, Хауа оны құтқару үшін тәуекелге барудың қажеті болмас еді. Хауа жай ғана күлімсіреп, Гангронгқа өзінің сүйіспеншілігін мойындауын ұмытпауды. Олар жерге оралғанда бірге сансыз әдемі сәттерді бірге өткізетінін еске салды. Хауаға қараған кезде Гангронгтың көздері нәзіктікке толы болды. Хауа оның ақымақ мойындауын бұрыннан білетін болып шықты. Бір сәттен кейін Хауа маскасын шешіп, ұзын шашын ашты. Ал Гангронг оны кеңістікке құмарлықпен сүйді. Ол енді оған деген сезімін жасыра алмады. Олар миссияны басқару орталығының қадағалауын болдырмау үшін жерден растауды күтіп жатқанда, Гангронг телефонына хабарлама теріп, оны көрсетті. Оны Хауаға бер. Жерде Хауа мен Гангронгтың жақындығын көрген Долма іштей тітіркенген сезінді. Долманың Хауа үшін уайымдап жатқанын көрген Техи қызғаныш сезімін тудырды. Оның сөздері қайғыға толы болды. Осы уақытта ғарышта Ава мен Гангриан растауды күтті. Күтпеген жерден эвакуациялық ғарыш кемесі оттегінің ағып кетуіне байланысты жарылып, кенеттен жарылыс салдарынан эвакуациялық жүйе толығымен істен шықты. Хауа мен Гонрун жерге қайта оралады деген үміт үзілді. Өйткені олар негізгі бөлімде қамалып қалды. Дәрменсіз дерлік Хауа жердегі миссияны басқару орталығына хабарласты. Ол олардың үстінен ұшу үшін құтқару кемесін жіберуді жоспарлап отыр және Хауадан ғарыш станциясының энергия қорын растауды сұрады. Хауа күн батареяларының жанып кеткенін анықтады. Яғни олардан электр энергиясын өндіре алмады және тек төтенше жағдайларға сенуге мәжбүр болды. Ол ең көбі 2 күнге созылуы мүмкін деп есептеді. Жер энергияны үнемдеу үшін төтенше жағдай режиміне өтуге бұйрық берді. Ал Хауа оны орындап, құтқарушыларды күтіп тұрған кезде энергияны үнемдеу үшін барлық қуат тұтынатын жүйелерді өшіруді жоспарлады. Осы уақытта жер бетінде ғарышкерлерді құтқару кемесімен шұғыл эвакуациялау туралы жаңалықтар пайда болды. Гауэн жағымсыз жаңалықтардан бейхабар. Отбасылық авиакомпанияға Гонгты Риоға жеке өзі жеткізуді бұйырды. Басқарма төрағасы эмбриондардың жақсы дамығанын айтып, қызына болашақ күйеуі мен немерелерін үйге әкелуді тапсырды. Дәл осы сәтте Гохан кетуге дайындалып жатқанда, жаңалықтарда миссияны басқару журналистердің сұрақтарына қалай жауап беретінін көрсететін репортаж пайда болды. Директордың орынбасары ретінде Техи шындықты жасырмады және Гонрен мен Хауаның ғарышта қалып қойғанын, ал басқа ғарышкерлер, соның ішінде Кансуда шетелдік суларға аман есен қонғанын айтты. Техи камераға миссияны басқару мүмкіндігінше жылдам құтқару кемесін дайындау үшін халықаралық ғарыш агенттіктерімен ынтымақтасады деп уәде берді. Гангронгтың тұзаққа түскенін білген Гохан дереу Кансуға хабарласты. Теңізге қонғаннан кейін Кансу және басқалары жергілікті ауруханаға жеткізілді. Говон ашуланып, Кансуды Гонрені тастап кеткені үшін ұрсып, одан ғарышқа оралып, адамдарды қайтаруды талап етті. Үйде Хауа үшін алаңдап, оны құтқару үшін
ғарыш кемесін ғарышқа өзі ұшқысы келді. Хауа үшін ол әрқашан өліммен бетпе-бет келуге дайын болды. Өзіне ұнайтын еркектің басқа әйелге алаңдап отырғанын көрген Те-Хи қатты қарсылық көрсетіп, үйдің бетінен қатты ұрды. Егер ол үйден кетсе, ол міндетті түрде өледі. Бірақ ол қорықпады. Ол тіпті отставкаға кету туралы өтінішін қайтарып алуды жоспарлап, Хауаны құтқаруға ешкім, оның ішінде Тайхи де кедергі бола алмайды деп қорқытты. Осы уақытта ғарышта жүргенде Гангронг ұрықтанған жұмыртқаның сау эмбрионға айналғанын көрді. Содан кейін ол оны жерге қайтарып, анасының құрсағына имплантациялау үшін ғана қалды. Гангронг эмбрионды жасырын түрде тәжірибелік контейнерге жасырды. Хауа электр қуатын өшіріп, апаттық қуат көзін қосу арқылы жоспар бойынша әрекет етті. Қажеттілікке байланысты ол ылғалдандырғышты да өшірді. Бұл ғарыш станциясындағы температураның күрт төмендеуін білдіреді. Көп ұзамай көптеген аспаптар өшірілгенде ғарыш станциясы толығымен дерлік қараңғыланып, температура кенеттен 20 градус Цельсийге дейін төмендеді. Біз 30 сағат бойы қамауда болғаннан кейін апаттық қуат көзі таусылып қала жаздады. Өмірді сақтап қалу үшін Хауа жермен байланысын дереу үзіп, скафандрын қайта зарядтауды ұйғарды. Тек оттегі генераторын қосулы қалдырды. Жермен соңғы байланысы кезінде Хауа үмітін үзбейтінін айтып, жерден оларды тастап кетпеуін өтінді. Оның жермен қоштасуынан кейін ресми байланыс үзілді. Миссияны басқару орталығы үнсіз қалды. Те-Хи Хауаға құтқару операциясы кем дегенде 30 сағаттан кейін басталады деп уәде берді. Бірақ техникалық ақауларға байланысты жер әлі дайын емес еді. Миссияны басқару қызметкерлері құтқару операциясы 30 сағаттан кейін басталса да, тіпті Гонрен ғарышта оттегінің жетіспеушілігінен өлетінін біліп алаңдады. Те-Хи Донға ғарышқа ұшу үшін гуманоидтық үлгіні ауыстыруға рұқсат беруден әлі де тартынды. Ол оның өз өмірін құрбан еткенін қаламады. Ғарышта Хауа екі су өткізбейтін шатыр тауып алып, жылыну үшін Гонгрмен бірге ішке кірді. Осыған қарамастан температура шектен тыс төмендей берді. Гангронгтың аяқ қолдары ұйып қатып қалды. Мұны көрген Хауа оған бір бөтелке ішімдік берді. Гангронг бірнеше жұтым ішіп алды. Бұл оның ыңғайсыздығын сәл ғана жеңілдетті. Хауа уақытты тездету үшін фильм көргісі келді. Өкінішке орай, Гангронгтың телефоны абайсызда өшіп қалды. Осы шарасыз жағдайда Хауа Гангронгқа үміт сыйлады. Егер олар жерге аман есен оралса, ол онымен бірге киноға түскісі келеді. Гангронг ұятсыздықпен жауап берді. Ол ұрықтандыру тәжірибесінің құпиясын ашқысы келді. Бірақ көп ойланғаннан кейін ол мұны дауыстап айта алмады. Суықтың кесірінен Хауаның аяғы қысыла бастады. Уайымдап, Гунронг оны уқалау үшін шатырынан шығып кетті. Шатырда баспана жоқ. Хауа Гунронг тоңып қалама деп қорқып, Хауаның шатырына көтерілді. Олар жылыну үшін бірге қалды. Кенет Хауа шешінсе, жылынатынын айтты. Ол кезде олар басқа ештеңеге мән беруді қойған болатын. Бірнеше ішімдік ішкеннен кейін олар барлық киімдерін шешіп алды. Тар шатырда олар жылыну үшін бір-біріне жабысып қалды. Гангронг енді тартынбады және ғарышқа ұшудағы өзінің шынайы мақсаты туралы шыншыл болды. Ол сондай-ақ ұрықтанған жұмыртқадан эмбрионның пайда болуының құпиясын ашты. Алайда бұл кезде өмір мен өлім мәселесі шешіліп жатқанда, Хауа енді оны кінәламай, эмбрионның аман қалуына алаңдады. Эмбрион пайда болғаннан бері бұл өмір болды. Егер олар жерге орала алмаса, ғарышта 3 адамның өмірі жоғалады. Бірақ сонымен бірге Хауа Гангронгты берілмеуге шақырды. Егер олар онымен бірге қайғылы түрде қайтыс болса да, жер эмбрионды имплантациялау үшін, қайтару үшін ғарыш кемесін жіберер еді. Бұл олар үшін үміт болды. Мұны естіген Гангронг Хауаны сүйді. Хауа екеуі бір-бірін шарасыздықпен құшақтай алғандықтан, олар өлсе де Гангронг өзін толық сезінді. Осылай деп Гангронг пен Хауа бір-біріне жабысып қалды. Гангронг пен Хауа 40 сағат бойы ғарыш станциясында қамалып қалды. Далма командалық орталықта түнеуді көздеп, жүктерін алып жүрді. Төтенше жағдайларды басқару орталығы құтқару жоспарын талқылап жатыр. Өйткені ғарыш станциясында энергия мен оттегі аз қалды. Егер олар бүгін құтқару кемесін жібермесе, Гонрен мен Хауаның өміріне үлкен қауіп төнеді. Осы кезде мәжіліс залында қолында гуманоид үлгісін ұстаған ханым пайда болды. Командалық орталық бастапқыда ғарыштық құтқару миссиясында нақты адамды ауыстыру үшін гуманоид үлгісін пайдалануды жоспарлаған. Бірақ үйде ол модель әлі аяқталмаған және ғарыш кемесін басқара алмайды деп сенді. Те-Хи бұған үзілді-кесілді қарсы болды. Қандай жағдай болмасын, ол үйге мұндай тәуекелге баруға рұқсат бермес еді. Осы уақытта ғарыш станциясында эмбрион жасушаларға бөлінді. Конгломерат төрағасы қатты қуанды. Енді оларға Гангронгтың төрағаның асыл тұқымын сақтап қалу үшін жерге оралуы және болашақ күйеу баласын тірі қалдыру үшін бәрін жасауы қажет болды. Гангронгтың досы төрағаның әңгімесін естіп, сәл қабағын түйді. Бұған дейін Гонген досына Говонға тұрмысқа шықса да, акушер болып, жұмыс істей беремін деп уәде берген болатын. Магнаттың байлығы оған мүлде мән бермеді. Сол кезде досы Гангроннан бақытты ма деп сұрады. Бірақ Гангронг үндемеді. Енді Гангрон мен Хауаның аман қалуына небәрі 10 сағат қалды. Мазасызданып, Говен ашуланып, Те-Хиден түсініктеме талап етіп, төтенше жағдайда қонақтарды бірінші кезекте эвакуациялау керек деп талап етті. Те-Хи құтқару жоспары тез орындалатынын айтты. Бірақ Говен берілуден бас тартты. Ол Те-Хиден құтқару ғарыш кемесінің нақты ұшу уақытын көрсетуін талап етті. Те-Хидің нақты жауап бере алмайтынын көрген
Гуан Гонреннің үш анасын өзімен бірге алып кеткісі келетінін айтты. Олар командалық орталықта қалып, құтқару ғарыш кемесінің ұшып бара жатқанын көруді жоспарлаған. Гонрен жерге аман есен оралғанда, үш ана оның тұзаққа түскенін білгенде қатты уайымдады. Олардың алаңдаушылығынан бірінші ана абайсызда өртеніп кеткен, газ плитасын іске қосып алған. Екінші ана абайсызда газ плитасына су құйып, өртті одан сайын күшейте түсті. Осы кезде дүкеннің сыртында Гоуэн пайда болды. Жағдайды көрген ол өрт сөндіргішпен ішке кіріп, өртті тез сөндірді. Өкінішке орай, ол қолын ұшқынмен өртеп жіберді. Гоуэн ауыр жарақат алған жоқ. Үш ана Гангронг қайтып келгенде, оларды кінәлайды деп қорқып, өздерін кінәлі сезініп, Гоуэн ашуланады деп қорықты. Бірақ Гоуэн ешкімді кінәламады. Оның орнына ол үш ананы командалық орталыққа шақырды. Олардың барлығы бірге Гангронгты қолдай алады деп үміттенді. Сол кезде хатшы құтқару ғарыш кемесі ұшуға дайындалып жатқаны туралы хабарды жеткізді. Осыдан бірнеше минут бұрын Донг қатты дауласып, жағдайдың өзектілігін ескере отырып, Тхехи ақыры Донгқа құтқару ғарыш кемесін басқару үшін гуманоидтық үлгіні ауыстыруға рұқсат беруге келісті. Дегенмен, ғарыш станциясының барлық жүйелері зақымдалғандықтан, тіпті Донг кемені ғарышта сәтті басқарса да, ғарыш станциясымен түйісуді жалғыз өзі аяқтау қиынға соғар еді. Күш біріктіре отырып, Донгма құтқару ғарыш кемесіне екі роботты қолды қондыра алатынына сенді. Мақсат ғарыш станциясын басып алып, онымен байланыс орнату болды. Бұл роботты қарулар қазіргі уақытта Испанияның бір жерінде орналасқан. Роботтық қаруларды қарызға алу үшін қомақты соманы ақш долларымен төлеуге тура келді. Бұл туралы келіссөздер жүргізу үшін Тхехи Испанияда дүниеге келген астронавт Сантагоға хабарласты. Сантаго роботты қолдарды қарызға алуға келісті және төлемді, әрине, Кансу төлейді. Жаһандық банктың мұрагері ретінде Кансу осы уақытқа дейін жалғыз жарқын үміт болып көрінді. Ол роботты қолдарды сатып алуға уәде берді және ол үшін шығындар өте аз болды. Кансу сонымен қатар Сантагоға баға туралы келіссөздер жүргізуге алаңдамауға кеңес берді. Роботты қолдар мәселесін шешкеннен кейін құтқару кемесі ұшып кетуге жақын қалды. Жүзу алдында Тхехи Донгқа эмоцияларын бақылауды бірнеше рет еске салып, әркім ережелерді сақтауы керек, әйтпесе өлім қаупі айтарлықтай артады деп талап етті. Хамма Тхехидің алаңдаушылығы жеке екенін толық түсініп, келісті. Ол Тхехиге опасыздық жасағанына өкінді. Басқа амалы қалмаған Тхехи сағатын ға беріп, оны жеке өзі киіп алған. Ол енді ойы алыс жерде жүрген адамды ұстай алмады. Ол тек үйі жерге аман есен оралады деп үміттенді. Үйі Сантагоның сүйемелдеуімен құтқару кемесіне мінбекші болды. 4 ғарышкер, оның ішінде Кансу да командалық орталыққа бірге аттанды. Кінәсінен олар Гангронгтың жерге оралуын көреміз деп үміттенді. Күтпеген жерден бірнеше қадам жасағаннан кейін, олар әлі де жердің тартылыс күшіне бейімделе алмай, жерге құлап түсті. Қайтып оралғаннан кейін, төртеуі де мүгедектер арбасына таңылды. Тек Кансу ғана көзін жұмған жоқ. Бұл арада Донгма ғарыш кемесінде отырған болатын. Кері санақ бастала салысымен ғарыш кемесі ұшырыла бастады. Алайда, биіктік тұрақты түрде жоғарылаған сайын, ғарыш кемесі қатты дірілдей бастады. Бұл роботтық қолдардың бірінің дірілден құлап кетуіне себеп болды. Ғарыш станциясы ішіндегі тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі ажыратуға мәжбүр болғаны туралы ескерту сигналын жібергенде, одан да жаман жаңалық болды. Басқаша айтқанда, тіпті Гангронгтың өзінде тыныс алатын оттегі мүлдем қалмады. Долма құтқару кемесін жоғары қарай бағыттай берді. Ғарыш кемесі ақыры ғарыш станциясының орбитасына жақындады. Өзінің астронавт ретіндегі тәжірибесінің арқасында Донг ғарыш станциясын басып алу үшін роботтық қолды шебер және дәл басқарды. Қауіп мынада еді. Бір ғана роботтық қолға сүйену жеткіліксіз болды. Немесе кішкене қателік құтқару кемесінің орбитадан шығып кетуіне әкелуі мүмкін. Донгға қондыру құрылғысын тез қосып алды. Бақытымызға орай, бірнеше минуттан кейін зонд құрылғысы ғарыш станциясына тамаша қосылды. Содан кейін дама люкті ашып, станцияға кірді. Осы уақытқа дейін ішіндегі температура аязға дейін төмендеді. Ханым айналаның бәрін тінтіп, ақыры Гангронгтың ішінде қамалып қалғанын тапты. Дхамманың оны шақырғанын естіген Гангронг ақырын көзін ашты. Бақытымызға орай, ол әлі тірі еді. Ханым іздеуді жалғастырып, вокзал ішінде қалқып жүрген әйелдердің іш киімін тапты. Сол бағытта келе жатып, Хауаны тапты. Бірақ ол суыққа төзімді ұйықтайтын қапты ашқанда көргені оны таңғалдырды. Ішінде Ава мен Гонрен мүлдем жалаңаш болып, бір-бірін қатты құшақтады. Командалық орталықтан шұғыл шақыру үйдің құлағында жаңғырып, оның назарын қайта аударды. Ол тез арада Хауаның атын атады. Бақытымызға орай, ол әлі де әлсіз тыныс алып, бірте-бірте есін жиды. Үйде ол тез арада оны және ұйықтайтын сөмкесін құтқару кемесінің бортына көтеріп, оларға құтқару костюмдерін киюге көмектесті. Хауа толығымен дерлік оянды және оның алдында тұрған үйлерді көргенде қатты таңғалды. Гангронг та есін жиып, анасымен командалық орталықта сөйлесіп үлгерді. Және Гуоның уайымы ақыры басылды. Осы кезде ол Гонг ырны жерде көруге асық болды. Гуо иеннің басқа адамға деген сүйіспеншілігін мойындағанын көріп, Кансу олардың қасына үнсіз қол қойды. Жер асты бақылауының бұйрығымен бәрі дайын болған соң,
үй Эва мен Гонранды жерге қайтарды. Дегенмен, үшеуі де әлі де қауіптен толықтай құтылған жоқ. Өйткені олардың скафандрлары тапсырыс бойынша жасалмаған және қайта кіру кезінде соққыларға төтеп беру қиынға соқты. Сонымен қатар, ғарыш аппараттарын басқару жүйесі істен шығып, өте жоғары температураға әкелді. Үйкелі салдарынан үшеуі де қатты дірілдеп, отқа оранғандай ауырды. Осы қиын жағдайда далма парашютты ұшырып, ғарыш кемесінің теңізге қонуына мүмкіндік берді. Бұл кезде сигнал өшіп, байланыс үзілді. Ғарыш кемесінің радардан жоғалып бара жатқанын көріп, командалық орталықта тыныштық орнады. Барлығы ең ауыр зардаптарды елестететін. Бақытымызға орай, ғарыш кемесі өрттен сәтті құтылып, судан қайта көтерілді. Үшеуінің де аман есен оралғаны бақытты болды. Байланыс тез қалпына келтірілді. Командалық орталық Донгтан сәтті құтқару туралы хабарлама алды және бірнеше минуттан кейін бүкіл командалық орталық қуаныштан жарылды. Тіпті Кансу да жеңіл демалды. Құтқару кемесінің ішінде үшеуі де қуаныштан көз жасына ерік берді. Жерге келгеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдары үнемі көптеген сұрақтар қойып отырды. Дон өзінің сезімін жасырмады. Ол Евамен романтикалық қарым-қатынасын ашық мойындады. Ол ғарышқа Гангронгты құтқару үшін ғана емес, сонымен бірге жердегі ең жақсы көретін әйелін құтқару үшін де барғанын ашық айтты. Содан кейін журналистер Гангронг пен Гауэннің үйленетін кезде үйлену жоспарлары туралы сұрады. Сонымен қатар, бақ өкілдері Гангронг пен Хауаның ғарыш станциясының суық жағдайында қалай аман қалғанын білуге өте қызығушылық танытты. Сол кезде Хауа өзімен бірге ғарыш станциясына әкелінген бірнеше оттегі баллондарын тапты. Олардың әрқайсысы оларды 10 минут бойы ұстап тұра алады. Осы тапшы оттегі баллондарын пайдаланып, екі жалаңаш адам шатырдың ішінде бір-бірін құшақтап алды. Өмір мен өлімнің алдында тұрған Гонрен Хауаға көп нәрсені уәде етті. Егер олар жерге аман есен оралса, ол оны әр 15 минут сайын сүйіп тұрады. Олар бірге ыстық кеспе жеп, қатар қартаяды. Алайда журналистермен бетпе-бет келген екеуі болған оқиғаның барлығын айта алмайды. Дегенмен, Эва мен Гонреннің ғарыш станциясында не істегені барлығына дерлік түсінікті болды. Жігітінің оған опасыздық жасаған болуы мүмкін екенін түсінген, ол ауыр жүрекпен жалғыз темекі шегуге кетті. Камсу үнсіз келіп, оның қолынан темекіні алды. Оның қолындағы күйігізін байқаған, ол өзіне қамқор болған әйелге қамқорлық сөздерін айта берді. Сонымен бірге оның кейбір күдіктері шындыққа айналуы мүмкін екенін еске салды. Гонрен мен Хауа жерге жаңа ғана оралғандықтан, денелерінің ауырлық күшіне бейімделуіне көмектесу үшін оларды ауруханаға жатқызу керек болды. Тхехи Хауадан жағдайды сұрады. Ол Гангронның неліктен негізгі кабинада қамалып қалғанын білгісі келді. Хауа Гангронгқа құпияны сақтауға көмектесуді ұйғарды және өзі және Гангронг туралы ештеңе айтпады. Бірақ ханымның көзқарасы ерекше болды. Ол сүйіктісінің өтірік айтып тұрғанын анық түсінді. Гангронг ауруханаға түскенде және шешінуге ыңғайсыз болған кезде ханым оған ваннаға баруға көмектесуге өз еркімен келді. Гангронг ханымның арам ниетін шынымен сезді. Сәтте ханым үнін өзгертіп, Гангронгтың бұдан былай Хауаға жақындамауын талап етті. Үйде Гангронгқа Гуанның оның әйелі, ал Хауаның оның әйелі екенін еске салды. Гангронг дауласпады. Үйден шыққаннан кейін Гангронг шұлығын шешуге тырысты. Осы кезде басқарма төрағасы Гангронгты көруге келді. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Гангронг құсып жатқандай кейіп танытып, шұлығын төрағаның қолына тығып, бұл оған қажет нәрсе екенін меңзеді. Төраға бәрін бірден түсінді. Күткендей, ол шұлығының астынан мұздатылған қорапты суырып алды. Ал қораптың ішінде эмбрион пайда болды. Шәует, жүр, біз аурухана бөлмесіне келдік және Гонг Рионға эмбрионның өте сау екенін қуана хабарладық. Қуаныштан тыс, Говон Гонг Рионды бірнеше рет сүйді, бірақ ол біраз қарсылық көрсетті. Осы сәтті пайдаланып, Гуо ын жүрегіндегі уайымдар туралы сұрады. Ол Хауа екеуі ғарышта орынсыз әрекеттер жасап жатқанын білгісі келді. Гонрен тікелей жауап бермеді, бірақ Гуоға оған уақытын босқа өткізбеуге кеңес берді. Ол бірте-бірте оны ұнататынына өзін сендіруге тырысқан кезі болды. Бірақ ол олардың үйленетінін жариялағанда, оның жүрегі ешқашан оған тиесілі емес екенін түсінді. Гангронг әкесін алдап, сатқындық жасағаны үшін Гоханнан кешірім сұрады. Гохан бірден мұңайып, өзін мүлде бақытсыз сезінді. Гангронгтың бөлмесінен шыққан соң, Гохан баспалдақта жалғыз тығылып, жылай бастады. Кансу мұны көрді, бірақ ол келмеді. Ол оған тек өкініш пен мұңды сезінді. Күтпеген жерден, көз жасынан кейін, Гохан өзін қолына алып, Гонренге қонаққа барды. Ол оның өтірігіне ешқашан сенбейтінін және оны жақсы көретініне сенімді екенін айтты. Ол оның айтқанын әкесінің оған сенбегені үшін, кек алу үшін ашулы сөздер деп ойлады. Кейінірек Гуон жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысып, Гангронгтың үш анасымен байланысқа шықты. Ол олармен бірге Гангронгқа барамын деп үміттенген. Тіпті үш анасынан Гангронгқа сабақ беру үшін болашақ келіні ретінде ауруханаға қоңырау шалуын өтінген. Кансу денесі әлі толық қалпына келмегеніне қарамастан, өзін қарқынды оңалту жаттығуларын жалғастыруға мәжбүр етті. Толық сауығып кетуін күтпестен, ол асығыс және ретсіз түрде Гангронгты іздеп, оған қиындық туғызды. Кенет ол оттегі маскасын жұлып алып, Гангронгтың оттегінің жетіспеушілігінен өлгенін қалап,
Гангронгтың жүрегіне пышақ салды. Бұл көріністің куәсі болған Хауа төбелеске араласпай, тек мазасыз жүзін көрсетті. Кан суды алып кеткеннен кейін Хауа бұл қиын қарым-қатынасты қалай шешуге болатынын білмей, өзін дәрменсіз сезінді. Бір сәтте Дон аурухана бөлмесіне жүгіріп кіріп, Хауаның алдында тізе бүгіп, Гонренді бірнеше рет ұрды. Ол тек химен қарым-қатынаста болғанын мойындады. Бірақ ол тек Хауаны жақсы көретінін, және бір күні ол оны кешіре алатынына үміттенетінін айтты. Хауа оны кінәламады және оған ешқандай себеп жоқ. Гангронг аурухана төсегінен осы көріністің бәріне куә болды. Кездейсоқ бұл ханымның туған күні болды және ғарышкерлер оған мереке ұйымдастырды. Даманың алаңдағанын пайдаланып, ол құтқару операциясын жүргізу үшін ғарышқа жеке өзі баратынын айтып, дене үлгісін бөлшектеді. Модельді бөлшектегеннен кейін Хауа оны тағы біраз күтеді деп үміттеніп, үйде өзін кінәлі сезініп, жылай бастады. Ол қанша қорықса да, сүйіктісінің өлуіне ешқашан жол бермейтініне ант берді. Бұл әсерлі суретті көргенде Хауаның көздері жасқа толды, бірақ Гунрм іште ыңғайсызданып қалды. Мен Джонда Гунрмге ризашылығын білдіріп, оның арқасында ол ақыры ана-атаны алғанын және жер бетіндегі миллиондаған бедеу жұптардың үміті бар екенін айтты. Гунрм мұңайып жауап берді. Ол соншалықты керемет емес еді. Өйткені ол кең ғаламдағы шаңның бір бөлшегі ғана еді. Мен Гонренді үлкен ғаламға сенуге шақырды. Ол оны жақсы көретін адамды міндетті түрде табатынын және олар бірге қартайғанша онымен қол ұстасып жүретінін айтты. Хауа қолындағы суретті мұқият қарап шықты. Бұл Гонрдің бүгін оған жасырын түрде тәрелкеде қалдырған сыйы еді. Ішіндегі әрбір сүйкімді дизайнды Гонреннің өзі қолмен салған. Онда Гонр Хауадан бірге дәмді тағамнан ләззат алу үшін фильм көруге және серуендеуге барғыңыз келеме деп сұрады. Хауа ақырын күлді. Оның санасында Гонренмен кездесу көріністері қайта пайда болды. Көктемде олар кинотеатрда әсерлі фильм көрмекші болды. Күзде олар құлаған жапырақтарға толы орманды аралап, әдемі суретке түсті. Қыс мезгілі келгенде олар мейрамханада ыстық тағамдардан дәм татуға тапсырыс беретін. Ақырында олар шаштарын бірге қиғысы келді. Гангронг осы тілектердің барлығын Хауамен бірге жерде орындауды армандады. Барлық суреттерді көргеннен кейін Хауа Гангронгтың аурухана бөлмесіне барды. Содан бері ол Донгманың оған деген шынайы сезімін көрді. Бұл кезде Гангронг қатты күйзеліске ұшырады. Күтпеген жерден Хауа оларға дүкенге бірге баруды ұсынды. Түнде екеуі мүгедектер арбасына отырып, адам көп жүретін қиылысқа барды. Содан кейін жаяу жүргіншілер өткелімен көшенің арғы жағындағы ыңғайлы дүкенге барды. Дүкеннен шыққан соң, тіпті Гангронг ғарышта мүмкін емес сезімді еркін сезініп, бір тостаған ыстық кеспеге тапсырыс берді. Гангронг өзін өте бақытты сезінді. Кенет Хауа Гангронгқа ғарышта болған оқиғаны ұмытып кетуді. Олардың сүйісулері мен сүйіспеншіліктері әдемі түс сияқты екенін айтты. Енді жерге қайта оралған Хауа оны құтқару үшін өз өмірін құрбан етуге дайын жігіті Донгамен бетпе-бет келді. Гонрмге келетін болсақ, ол енді Гоханмен қарым-қатынасынан қашып құтыла алмады. Ол Гуоның күйеу жігіті болу керек еді. Олар ғарышта өткізген қысқа күндерінің арқасында ғана өздерін жақсы көретін адамдарға опасыздық жасап, ренжіте алмады. Гангронг бұған шыдай алмады. Ол оның сөздері оның шынайы сезімдерімен кездесуден аулақ болудың бір жолы екеніне сенді. Хауа Гангронгтың көзінен шешімді көзқарасты көрді. Ауруханадан шыққаннан кейін Хауаның бірінші жоспары Гангронгты аяқтау болды. Бірақ ол үйге оралып, журналдың мұқабасынан камерасы мен Гангронгтың ғарыштан қайтып келе жатқан суретін көргенде, оның жүрегі қайтадан соғып тұрғанын сезді. Гангронг та үрейленді. Анасы Гангронг пен Хауаның ғарышта жалаңаш жүргенін білгенде, ол оған Гуоға ешқашан опасыздық жасамауды ескертті. Жағдай қаншалықты өткір болса да, Гангронг ешқашан Гуодан басқа әйелдің алдында іш киімін шешпеу керек. Гангронгтың жүрегі абдырап қалды. Ол үнемі Хауаның қатты сөздерін есіне алды. Сол түні Хауаның табандылығымен бетпе-бет келгенде, Гангронгтың көздері мұңға толы болды. Ол Хауаның табысқа жетуді қалайтынын түсінді. Сондықтан оны ұятқа қалдырған адамды итеріп жіберді. Ол ғарышта болып жатқан ұятты оқиғаларды жасырғысы келді. Хауа Гангронгпен болған оқиға бір түндік қарым-қатынас болды деп өтірік айтты. Гангронг оның шындықты айтып тұрғанына сенді. Бірнеше күннен кейін астронавтар тексеру үшін ауруханаға оралды. Гангронг дәрігер ретінде жұмысын жалғастыру үшін де ауруханаға оралды. Хауа әдейі өзі білетін дәрігер Гонренді тексеруге таңдады. Хауаның одан әдейі аулақ жүргенін білген Гонр тағы да мұңайып қалды. Осы кезде Гуо жалғыз жылап отырды. Алдыңғы күндері Гангронг онымен уақыт өткізбейді деп үміттеніп, онымен салқын сөйлесетін. Ендігі Вунның жүрегі ауырды, бірақ ол Гангронгтың жүрегін қайтаруға ант берді. Кансу үйде болды және бірнеше жыл бұрын қайтыс болған үлкен ағасы Гуо үшін дұға ету үшін Гоханмен алғаш рет кездескенін үнемі есіне алды. Әкесінің соңынан ғибадатханаға барды. Төраға Гуо еннан ағасы тыныштықта демалу үшін 1000-нан астам рет тізерлеп отыруды талап етті. Алайда рәсім кезінде ол ерте кетіп, Кансуға оның атынан рәсімді орындау үшін бас залға кіруге рұқсат берді. Кансу қиындықтарға қарамастан мыңдаған рет тізе бүкті. Бірақ жарты жолда Гуо залда марқұм ағасының сүйікті әнін қыңырлықпен орындап,
Будданың өзіне қарсы шықты. Кан Су бұл әрекетті орынсыз деп санады және Будда ашуланған болуы керек деп ашық айтты. Барып, Будданың күліп тұрғанын талап ет. Басқаша айтқанда, тауларда тек таулар бар, жүрек қана көре алады. Гоэн Будданың тек Кан Суға ашуланғанын батыл айтты. Ол қыңыр, бірақ сонымен бірге ол ақылды және сымбатты. Бұл Кан Судың Гован туралы алғашқы әсері болды. Рәсім аяқталғаннан кейін Кан Су Гованың қасына отырып, оған деген сезімін ашық мойындады. Гован Кан Судан неге ғарышқа жиі ұшатынын сұрады. Бұл оның отбасының байлығын көрсету үшін болды ма? Кан Су тікелей жауап бермей, оның орнына түнгі аспандағы жұлдыздарды көрсетіп, шоқ жұлдыздар туралы білімімен бөлісті. Содан кейін ол ағасынан айырылғанына қайғырып, оны жұбату үшін оны мазақ етті. Гован алғаш рет Кан Суға күлді. Мұны көрген Су оның қасында болғысы келіп, сезімін тағы да мойындады. Осы тілегі үшін Кан Су әлі күнге дейін Гованға қатты жабысып келеді. Кан Су Гован түскі ас ішіп отырған мейрамханаға барып, оның соңынан еруді жалғастырды. Гуо Гонор мен Хауаның ғарыш станциясында орынсыз бірдеңе істеп жатқанын білгісі келді. Кан Су жауап бермеді. Ол Гуо Веннің осы іске қатысы бар адам Гонорға сұрақ қойғанын қалады. Сонымен бірге оның үні қатты болды. Бұл оның Гонор мен Хауаның қарым-қатынасына мән бермейтінін көрсетті. Ол тек Гоға ғана көңіл бөлді. Бірнеше аптадан кейін Хауа миссияны орындау үшін ғарышқа оралуы керек еді. Бұл жолы Донла Хауа ана бұл миссиядан бас тартады деп үміттенді. Ол Хауа ана онымен бірге Америка құрама штаттарына 1-2 жыл демалуға барады деп үміттенді. Ол Хауаның бас тартып қана қоймай, оның сүйіктісі болып қалуға ниеті жоқ екенін ашық айтады деп күткен жоқ. Оны ғарыштан құтқару үшін үйде өз өмірін қатерге тіккенімен оның сатқындығын кешіре алмады. Ол олардың тату тәтті ажырасып, қарапайым әріптес болып қалуын қалады. Дома ашуланып, қорланды. Ол Хауадан Гоноремен қарым-қатынасы туралы сұрады. Дома тіпті Хауа оған ажырасуды ұсынды деп күдіктенді. Өйткені ол басқа адамға ғашық болды. Хауа ештеңе түсіндірмеді. Енді ол Донгпен ажырасуды шешті. Өйткені ол оған опасыздық жасады. Жердегі командалық орталықта директордың орынбасары Те Хи Хауаның ғарыш станциясында Гоноренді құшақтап тұрған суреттерін қарап шықты. Барлық бағыныштылар Гонорен мен Хауаның қарым-қатынасы күмәнді деп күдіктенді. Әйтпесе, Хауаның мінезін ескерсек, ол өмір мен өлім туралы болса да, олай әрекет етпес еді. Бұған көз жеткізу үшін Тхехи Гонг РГ-ға хабарласты. Хауа сонымен қатар Гонг РГ-ға және өзіне ғарыш станциясында соңғы 3 күнде бастан кешкендерін егжей-тегжейлі сипаттайтын жеке есеп жазуды тапсырды. Ол есептің әр минут сайын егжей-тегжейлі және шынайы болуын талап етті. Хауа Гангронгқа олардың қалай сүйіскендері туралы ешбір жағдайда жазбауды ескертті. Хауаға әлі ашуланған Гангронг оның айтқанын есінде жоқ деп өтірік айтты. Үйге оралғанда Гонг компьютерге отырып жаза бастады. Бірақ оның ойы ғарышта Хауамен болған жақын сәттерді ғана суреттеді. Соның салдарынан ол бір ауыз сөз жаза алмады. Хауа Гангронг орынсыз бірдеңе жазуы мүмкін деп қорқып, оған алдын ала тиісті мәлімдеме дайындауды жоспарлады. Гангронг абдырап қалды. Ол кездейсоқ жазуды бастауды ұйғарды. Хауа екінші рет қоңырау шалып, онымен егжей-тегжейлерді мұқият тексерді. Гангронг оған әлі де ашуланып, ол үшін алаңдамау керектігін айтты. Бірнеше күннен кейін Хауа есеп бойынша жұмыстың қалай жүріп жатқанын білгісі келіп, Гангриалмен байланысын жалғастырды және Гангронг телефонды қоюға қандай да бір сылтау тауып жатқанын жазды. Ғарыштан әкелінген тышқандардың эксперименттік қорабын көргенде Хауаның көздері қуаныштан жанып кетті. Тышқандардың денелеріндегі тігістер әлі де Гангронгтың шедеврі болды. Әріптестерінің көзінше Хауа дәрігердің тігін техникасын үнемі мақтап отырды. Бірақ оған шынымен жетіспейтін нәрсе бұл тігістерді жасаған адам. Көп ұзамай ғарышкерлер мен командалық орталықтың адамдары осы мерекені тойлау үшін Гангронг мейрамханасына келді. Гангронг барлығына алғысын білдіріп, олардың арқасында жерге аман есен оралғанын айтты. Алайда шара барысында Донгма мас болып қалды. Үйде барлығының көзінше Гангронгтан Хауаны ұнатама деп сұрады. Донгманың айтуынша, Хауа бір кездері ресми ғарыш қолбасшысы болған. Бірақ қазір Гангронг басқалардың оған нұсқауына себеп болды. Үйде ол 10 жыл бойы Хауаның жүрегін жаулап алғанын айтты. Бірақ магнаттың жалғыз қызымен құда түскені анық. Гангронг әлі де Хауаны шатастырып, оның болашағын құртқысы келді. Гангронг Хауаға деген сезімін мойындаудан тартынбады. Оның көзінше Хауа ғаламдағы әрбір өмірді бағалайтын. Бірақ оны құтқару үшін өз өмірін қатерге тігуге дайын еді. Ол мұндай әйелді жақсы көрмей тұра алмады. Мұны естіген соң үйде Гангронгты ұрып жіберді. Гангронг қарсылық көрсетпеді. Ол бұған лайықпын деп ойлады. Сонымен бірге Гангронг барлығына Хауаны бір жақты ғана ұнататынын айтып, Хауаны мүлдем ұнатпаймын деп өтірік айтты. Кештен кейін Хауа Гангронгқа түсіп, есеп жазу үшін онымен бірге ғарыш агенттігіне баруын өтінді. Гангронг есікті ашып, есеп жазу үшін оны үйіне шақырды. Хауа екі ойлы болды, бірақ ақыры кетіп қалды. Біраз уақыттан кейін Гангронг душ қабылдап болған соң Хауаның үйіне жалғыз кіргенін көрді. Хауа ашуланып, Гангронгқа олардың ғарышта бірге өткізген жақын сәттерін шынымен есіне түсіреме деп сұрады. Енді өзін ұстай алмай, Гангронг неге онымен соншалықты баяу жүретінін түсінбейтінін айтты. Ол Хауаға аяусыз сұрақ қоя берді. Хауа ақыры шындықты мойындады. Гангронг ғарышта саусағын тіккен сәттен бастап,
оның ішінде өсіп келе жатқан сезімдерді тоқтата алмады. Ол оны жек көретінін қайта-қайта айтты. Гангронг Хауаның оны ешқашан ұмытпағанын біліп, жай ғана жымиды. Келесі сәтте Хауа алға ұмтылып, өзінің шынайы сезімдерін жасыра алмай, Гангронгты сүйді. Алайда, күтпеген жерден олардың нәзік сөздерін есіктің сыртында тұрған Говон естігендей болды. Говон Гангронгтың үйіне келіп, Хауаны жігітімен бірге іште көрді. Осыдан кейін Говон Хауаны барда сөйлесуге шақырды. Барда Говон Хауаны ішімдік ішу сайысына шақыру үшін бір бөтелке алкогольге тапсырыс берді. Жеңімпаз Гонг ренді алады. Хауа қиындықты қабылдады. Хауа Гохан құйған әрбір стаканды ішіп алды. 2 бөтелкеден кейін Хауа Гоханнан кешірім сұрады. Ол жүрегін басқаруға барын салғанын айтты. Бірақ ақырында ол мұны істей алмайтынын түсінді. Гохан ақырын жымиып, Гангронгтың өзіне және оның отбасының байлығына мұқтаж ақшасы жоқ, қарапайым акушер екенін айтты. Гохан Гангронгтың Хауамен аз ғана уақыт тәжірибе жасап жатқанына сенді және көп ұзамай ол одан жалығып, оған қайта оралады. Гохан Гангронгтың бірте-бірте көтеріліп жатқанын көргісі келді. Бірақ Хауа келіспеді. Тіпті Гоханның көзінше 4 бөтелке алкогольді де бітіргісі келді. Осы кезде Гангронг Хауаға телефон соқты. Қызғаныштан Гохан Гангронг одан кейін бірден хабарласады деп күтпеген. Бұл жолы Гохан жеңді. Түннің бір уағында мас болған 2 әйел сол жерде түнеуді жоспарлап, бірге үйлеріне қайтты. Жағдайға тап болған Гангронг 2 әйелді дәрменсіз көрпемен ғана жауып тастай алды. Келесі күні Гангронг пен Хауа өз есептерін ұсынды. Олар өз мәлімдемелерін алдын ала дайындағандықтан, олардың жазған мазмұны бірдей дерлік болды. Бұл Техидің күдігін сейілтті. Алайда, Гангронг кеткеннен кейін, Техи Хауаның астронавт ретіндегі болашағы жойылып кетуі мүмкін деп қорқып, Хауаға одан аулақ болуды ескертті. Күтпеген жерден екеуінің бір-біріне ғашық болуды жасырын жоспарлағаны белгілі болды. Хауа бірнеше күннен кейін ғарышқа қайта оралады. Бұл жолы да үйде бізбен бірге ресми түрде зақымдалған ғарыш станциясын жөндеуге, бірақ шын мәнінде Хауаға жақынырақ болып, оның жүрегін қайтаруға барғысы келді. Кейінірек Хауа, Дома және Тхи ғарыш кемесін тексере бастады. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Хауа үйден кімді көбірек ұнататынын сұрады. Ол өзіме, әлде Тхи ме? Тхи де сол сұрақты қызығушылықпен қойды. Үйде екіленіп, жауап бере алмай қалды. Түнде Гангронг жұмысын аяқтап, үйіне қайтып келе жатқанда, Еваны мейрамханасында ұстап алды. Сол күні таңертең үш ана Гангронг пен Хауаның жалаңаш құшақтасып жатқанын талқылап, Хауа Гангронгты әдейі азғырды ма деп уайымдады. Сондықтан олар мүмкіндікті пайдаланып, одан жауап алуға үміттеніп, Хауаны үйіне кешкі асқа шақыру үшін Гангронгпен байланысқа шықты. Гангронг анасының ниетін анық түсініп, оның ісіне араласпауды бұйырды. Бірақ аналар тоқтағысы келмеді. Олар Хауаға Гангронгтың сүйіктісі арқылы хабарласты. Дастархан басында отырған аналар Гонренді жіберуге себеп іздеп, оның жай ғана жетілмеген бала екенін, жаңалыққа қызығатынын және асығы сәтте есінен танып қалуы мүмкін екенін айтты. Олар Хауаға мұндай адамды елемеуге кеңес берді. Хауа олардың сөздерімен келіскендей сыпайы күлді. Бірақ олардың артында ол оны автовокзалда жасырын кездестірді. Бұл туралы аналарына айтпады. Келесі күннен бастап Ава мен Гонрен ресми түрде жасырын кездесіп, мұны бәрінен жасырды. Бірінші күні екеуі ыстық ваннаны тамашалау үшін моншаға барды. Содан кейін олар наубайханаға бірге кіріп, ішіндегі жылы жаңа піскен тоқаштарды тамашалады. Алайда Кансу оны қабылдай алмады. Бір күн бұрын кейбір ғарышкерлер жүлдені сатып алу үшін Кансудың лотерея билетін ұрлап кеткен. Күтпеген жерден Кансу оларды тауып алып, билетті қайтарып алды. Екі ғарышкер де тізе бүгіп, Кансудан кешірім сұраудан тартынбады. Кейбір түсіндірулерден кейін олар байқаусызда Гонрны кінәлады. Содан бері Кансу Гонреге ашулана бастады. Кансу Гонрдың заттарын алуды әдетке айналдырғанына сенді. Келесі күні кездейсоқ Кансудың әкесі оған қоңырау шалып, Гауан корпорациясы серіктес банкін басқа мекемеге ауыстырғанын хабарлады. Ол Кансудан мәселені тез арада шешуді талап етті. Кансу түсініктеме талап ету үшін Гоханның әкесін іздеуге бел буды. Ол ақшаны отбасының банкіне қайтаруды талап етіп қана қоймай, Гоханды оның әйелі деп қорқытты. Күтпеген жерден басқарма төрағасының көзқарасы күрт өзгерді. Гангронг қиындықтарды жеңіп, эмбрионды сәтті қайтарғаннан бері төраға Гангронгты ешқашан берілмейтін табанды адам ретінде тани бастады. Кансу Гангронгтың басқа әйелге ғашық болғаны туралы шындықты ашық айтты. Мұны естіген төраға бірден ашуланды. Ол Гангронгты шақырып алып, Гангронгтың басқа әйелдері бар жоғын сұрап, оған қатты ұрысты. Егер солай болса, ол Гангронг ешқашан жер бетінде дәрігер бола алмайтынына көз жеткіземін деп қорқытты. Гангронг шындықты айтайын деп жатқанда, Гуо-ын оған қатты ашуланды. Ол оны қорғауға келді. Тіпті Кансуды оны қорлағаны үшін сынай бастады. Гуо-вун Кансу оны шынымен ұнатпайтынына сенді. Ол тек келісім бойынша үйленгісі келді. Әкесінің көзінше Гун Кансудың кемшіліктерін талай рет сынға алды. Олар кездесіп жүргенде Кансу тек жеміс шыбындарын зерттеуге қызығушылық танытты және ол оған жай ғана серік болып көрінді. Қызының сөзіне байланысты әкесінің көзқарасы қайтадан өзгерді. Осыдан кейін ол Гонрен туралы мейірімділікпен сұрады. Содан кейін Кансу Вонды қуып жіберді. Кансу қатты ашуланды. Ол тіпті аяғын теуіп,
Гон Рен көлігінің бүйір айнасын сындырды. Ол Гон Рен оның ақшасын және оған қамқор болған әйелді ұрлады деп сенді. Бұл жолы ол Гон Ренмен есеп айырысуды көздеді. Гохан осы ақымақ махаббат қақтығысын тоқтатуға үміттеніп, оларға қандайды бір затты лақтыруды шешкенше, екі адам қатты төбелесті. Көп ұзамай Кансудың ғарыш станциясында аэроғарыш ережелерін бұзған сперматозоидтармен рұқсат етілмеген тәжірибелері табылды. Командалық орталық Кансудан жауап алып, оның соңынан еруді жоспарлаған. Кездесуден кейін Доу Хауаға Гангриалға тым жақындамауды тағы бір рет ескертті. Хауа бұл кеңесті елемеді, өйткені ол ғарышқа аттанғалы жатыр еді, және тек Гангриалмен өткізген әрбір сәтінен ләззат алғысы келді. Долма әлі де Хауаның Гангриалмен қандай да бір шекарадан өткенін білгісі келді. Хауа мұны істегенін мойындады, бірақ Долма оған сенуден бас тартты. Өйткені ол Хауаны берік принциптері бар қолбасшы деп санады. Мұңайып, Далма жұмысты аяқтауға дайындалды. Бірақ жанынан өтіп бара жатқан су таситын көлік оны басынан аяғына дейін домалатып жіберді. Жүргізуші Техи болды. Ол мұны Дананы мазақ ету үшін әдейі жасаған. Жаңбыр қатты жауып тұрды. Ал Хауада қолшатыр болмады. Ол жаңбырдың астында таусылып қалу қаупі бар еді. Бұл арада Гангрион жол айрығында біраз уақыт күтіп тұрды. Ол Хауаға қолшатырын ұстауға көмектесті, және олар көшеден өтіп бара жатқанда оны жауып тастады. Ол оны құшақтап, жылы сөздер айтты. Бірақ күтпеген жерден Техи бұл көріністі көрді. Осы сәттен бастап Техи екеуінің арасында қандай да бір байланыс бар деп күдіктене бастады. Кейінірек ғарыш агенттігіне оралғаннан кейін ол Гон Рен және Хауаның құшақтасып жатқан бейнебақылау камераларының кадрларын көрді. Бұл кадрларда Техи олардың артында бірдеңені байқады. Бұл өсімдіктерді өсіруге арналған тор. Ол деректер дисплейін шығарып алды да, сол кезде жасушаның қуат көзі белсенді екенін көрді. Яғни оны біреу пайдаланып жатыр. Кансудың сперматозоидтармен рұқсат етілмеген эксперименттермен бірге Техи Гон Рен мен Кансудың сыбайластары екеніне тез күдіктенді. Ол Гон Ранның негізгі кабинада қалуының нақты себебі осы өсіп келе жатқан торда екенін болжады. Сол түні Кансуда Гангронгты ғарыш агенттігіне шақырылды. Олар барлық айыптауларды үзілді кесілді жоққа шығарды. Бақытымызға орай, бақылау камераларынан түсірілген бейнежазбалар жеткіліксіз болды. Сондықтан олар агенттіктен шыққан кезде үлкен қиындықтардан аулақ болды. Содан кейін Техи Гон Ремнен Хауаға деген сезімі ауыр ма деп сұрады. Техидің көзқарасы бойынша Хауаға командир болу өте қиын болды. Ал Гангронг оған 1 минуттық абайсыздықтан қиындық тудырмауы керек. Гангронг өзінің қарапайым адам екенін және Хауа үшін көп нәрсе істей алмайтынын мойындады. Бірақ кем дегенде Хауа ғарышқа аттанған кезде ол өзін жалғыз сезінбеу үшін оны артынан тыныш қолдады. Хауа біртүрлі нәрсені байқады. Ғарыштан әкелінген сынақ тышқандары жүкті болды. Қуанған Хауа бірден Гонг Рға хабарласып, жүктіліктің ғарышта жұптасу арқылы болғанын растады. Салмақсыздықта өмір сүру қабілеті шынымен де керемет болды. Гангронг тышқандарға ультрадыбыстық зерттеу жүргізу үшін ғарыш агенттігіне асықты. Хауа мен Гонг үмітті болды. Олар сынақ тышқандарының жүктілігі бедеулікпен күресетіндерге жаңа үміт береді деп сенді. Тышқандардың жүктілігі туралы хабар ғарыш агенттігін қатты толқытты және барлығы бұл туралы қуана айтты. Кансу жұмыстан шығарылғалы жатыр еді, бірақ іште көңілі толмады. Бұған дейін Кансу ғарышта рұқсат етілмеген ұрықтандыру эксперименттерін жүргізгені үшін жауап алынған болатын. Басқа ғарышкерлер өздерін қорғап, түсініктеме беруден немесе оны қолдаудан бас тартты. Сайып келгенде Кансу астронавт мәртебесінен айырылды. Көңілі қалған ол барлық тиісті құжаттарды тапсыруға мәжбүр болды. Кетер алдында Кансу өзінің құрал жабдықтарын шешіп жатқанда бір қарағанда қасиетті болып көрінетін мамандықты мазақ етіп ашуын көрсетті. Хауа үнсіз астронавт Кансудың костюмін жинап, оны шкафқа абайлап салып қойды. Оның өзі Кансудың жұмыстан шығарылғанына ренжіді. Сол күні Хауа Гангронгқа қоңырау шалып, Гангронг жерге әкелген эмбрионның қауіпсіз екенін сұрады. Гангронг Хауаны бұл іске тым көп тартқысы келмеді және эмбрион аман қалмады деп өтірік айтты. Ол бұл туралы жақын арада ұмытады деп үміттенді. Қоңыраудан кейін Гангрион ертеңіне эмбрионды имплантациялауды жоспарлап жатырын тексеру үшін Мен Чунға барды. Имплантациядан кейін Мен Чун көптен бері армандаған баласын дүниеге әкеледі. Төрағаның отбасының тегін сақтап қалу үшін ол қарамағындағыларға аурухананың мінсіз қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тапсырды. Күтпеген жерден Гуан Гангронгтан біраз жалыққанын айтты. Эмбрионды имплантациялауды аяқтағаннан кейін ол оны біраз уақытқа жібереді. Басқарма төрағасы қызын тым қыңыр деп ойлады. Бірақ Говонның көзі жарқырап кетті. Гонг Рмен ажырасу сөзсіз болды. Хатшы Гоханға Кансу тәртіптік тыңдау кезінде Гон Реннің қатысы барын ашпағанын еске салды. Хуан, алайда Гоуэн Кансуға алғыс айтқысы келмеді. Ол оған тек жиіркенішті сезінді. Сол түні ол душ қабылдағаннан кейін бірден біреудің есікті ашпақ болғанын естіді. Мұқият қарап отырып, Гохан оның мас болғаны сонша аяғынан әрең тұрып қалған Кансу екенін түсінді. Кансу Гоуэнді көргісі келді. Бірақ оның нөмірлік картасы жоқ. Есікті қаға берді. Гоуэн оған картаны табуға көмектесті. Кенет Гоуэн өзінің әмиянында Кансу сақтаған суретін тауып алды. Ол суретті жыртып алмақ болғанда Кансу дәретханаға бару керек. Бала сияқты онымен бірге жүруді талап етті. Гуо еннің басқа амалы қалмады. Ол Кансуды бөлмесіне апаруға мәжбүр болды. Мас күйінде Кансу өзінің шынайы сезімін ашты. Баласын Гуо еннен айырғандықтан
ол шынымен де эмбрионды қорғағысы келді. Гангронг оған қамқор болды. Баласынан айырылған адам да Гангронгтың анасы болған. Бұған дейін Хауа олардың үйіне кешкі асқа келетін. Тамақ ішіп отырғанда, бірінші ана Хауаның бірнеше жыл бұрын Рождество түнінде туған анасы тастап кеткен жетім бала екенін естіген. Бір қызығы, сол Рождество түнінде бірінші ананың өзі баласын таксиге айуандықпен тастап кеткен. Хауаның жеке басын растау үшін бірінші ана ғарыш агенттігіне оның қанша жыл бұрын тастап кеткені туралы сұрақпен жүгінген. Біраз ойланғаннан кейін Хауа егжей-тегжейлер туралы өтірік айтуды шешті және өзінің бірінші анасының қызы емес екенін нығайтты. Бірінші ананың көңілі қалды. Кейінірек Хауаның сынамасын алу үшін бірінші анасы ішкен шынаяқты алып, оның шынымен де бірінші ананың қызы екенін білгенде шошып кетті. Бірінші ананың биологиялық қызы. Хауа қатты күлді. Содан кейін сынақ есебін толығымен жойды. Сол кезде әріптесі оған жүкті сынақ тінтуірінің жағдайы ауыр екенін айтты. Хауа өліп бара жатқан тышқанның бұрын аман қалу үшін күрескен анасына ұқсайтынын сезіп, тышқанды құтқаруға бел буды. Хауа анасын кінәламады. Өйткені ол шынымен өмір сүргісі келді. Бұл жай ғана Хауа тағдырдың оны Гангронгпен осылай байланыстыратынын күтпеген еді. Сол күні кешке Гангронг Хауаны көруге келіп, некені тіркеу парағын алып келді. Хауа ғарышқа қайта оралғалы жатқанда, Гангронг бұл бос орын оның жалғыз ғарышта өзін қауіпсіз сезінуіне және отбасын құруға көмектесетініне үміттенді. Хауа Гангронг берген неке туралы тіркеу парағын қабылдады, бірақ өзі мен бірінші анасы арасындағы қарым-қатынас туралы ештеңе айтпады. Үйге келген соң Хауа бірінші анасы жіберген тағамнан дәм татты. Бұл Хауаның өмірінде бірінші рет өз анасының қолымен жасалған тағамнан дәм татуы еді. Келесі күні Хауа бірінші анасына тамақ салынған контейнерді қайтарып берді. Ол болашақта әлі де өзі жасаған дәмді тағамдарды жей алады деп үміттенді. Бірінші анасы оның алдында тұрған адамның биологиялық қызы екенін білмеді. Ол бір күн бұрын жасаған әрекеті Хауаға анасын еске түсірді деп ойлады. Сондықтан ол Хауаға тамақ дайындауды жалғастыруға уәде берді. Хауа бірінші анасына бірнеше жыл бұрынғы Рождество түніндегі оқиғаларды ұмытып кетуді еске салып, мұны құпия ұстауға шешім қабылдады. Шынымды айтсам, Хауа осы жылдар бойы анасын іздеуді тоқтатқан жоқ. Енді оны ақыры тауып алған соң, оған шындықты айтуға шамасы келмеді. Осыдан кейін Хауа Гон Ренді табу үшін ауруханаға барды. Бірнеше күннен кейін ол ғарышқа ұшуы керек еді және онымен өткізген әрбір сәтінен ләззат алғысы келді. Гон Рен Хауаға саяхатқа сыйлық дайындады. Хауа бұл кітаптың ішінде жасырылған шарап бөтелкесі екенін білді. Ол ғарышта бір жыл болуы керек еді. Ал Гон Рен шарап оған күш береді деп үміттенді. Қараңғыда олар бірге кешкі ас ішіп жатқанда Хауа Гангронгтан имплантацияланатын эмбрионның жағдайы туралы сұрады. Гангронг әлі де жауап беруден бас тартты, бірақ қызығушылық танытқан Хауа одан эксперименттің нақты мәліметтері туралы сұрай берді. Ол кезде Гонг Риан нақты түсініктеме берген жоқ, бірақ оның үнінен Хауа оған тағы 3 астронавттың да көмектесіп жатқанын болжады. Ақырында Хауа Гонг Риан туралы өзімшілдіктен ештеңе білмейтіндей кейіп танытуға бел буып, одан әрі итермелемеді. Алайда көп ұзамай жағымсыз хабар шықты. 2 күн бұрын жердегі дирекция ғарышкерлерді Гон Реннің телефонын тауып алған, қатты зақымдалған негізгі кабинаны жөндеу үшін ғарышқа жіберді. Телефон жөнделгеннен кейін халықаралық ғарыш агенттігі жіберілмеген хабарға таңғалды. Гон Рен ғарышқа ұшудағы өзінің шынайы мақсатын шынайы мойындады. Ол магнат отбасының тұқымын сақтап қалу үшін эмбриондармен тәжірибе жасағысы келді. Хабарды көрген Текхи мазасыздана бастады. Ол Хауа ананың бұл туралы білетініне күдіктенді, бірақ бұл туралы жердегі кеңсеге хабарламады. Ол сондай-ақ Хауа мен Гон Рен эмбрионды жерге қайтару үшін бірлесіп жұмыс істеп жатыр деп күдіктенді. Егер бұл белгілі болса, Корея ғарыш агенттігі барлық жауапкершілікті өз мойнына алады. Донг алдымен эмбрионды тәркілеуді, содан кейін тиісті жазаны Гон Ренге қолдануды ұсынды. Телефонның орналасқан жерін пайдаланып, командалық орталық Гон Рдің қазір ауруханада жатқанын білді. Тхи ақпарат таралмай тұрып, олар Гон Рны бақылауы керек деп шешті. Басқарма төрағасы бұл туралы мүлде бейхабар еді. Ол бүгінгі эмбрионды имплантациялау операциясы өте жақсы өтеді деп үміттеніп, аурухананы бақылау үшін көптеген күзетшілерді тағайындады. Осы уақытта командалық орталықта Тхе қызметкерлерді ауруханаға жеткізуді ұйымдастырып, Хауамен және тағы 3 астронавтпен байланысып, оларға дереу командалық орталыққа келуді бұйырды. Хауа бұлыңғыр алаңдаушылықты сезініп, мен байланысуға тырысты, бірақ өкінішке орай ол жауап бермеді. Ауруханада басқарма төрағасы операцияның барысына алаңдап, ондағы жағдайды тексеру үшін операция бөлмесіне жалғыз өзі барды. Сол кезде күтпеген жерден командалық орталықтың қызметкерлері келіп, төрағадан операцияны тоқтату үшін бірлесіп жұмыс істеуді талап етті. Төраға айқайлап, оны орындаудан бас тартты. Бұл көрініске куә болған Мин Чжун мен Гоэн бұл туралы Гангронгқа хабарлау үшін асығыс жүгірді. Операция бөлмесінің есігін құлыптау мүмкін болмады. Долма адамдарды ішке кіріп, ұрықтанған эмбрионды ұстауға мәжбүр етті. Гангронг өтірік айтқысы келді, бірақ Долма оны қабылдамады. Гангронг ұрықтанған эмбрионның қауіпсіздігіне қауіп төндіріп,
бәрі кері шегінеді деп қорқытты. Гангронг ғарышты игеру этикасын бұзғаны үшін алынды. Жердегі басқару орталығында Донгма Гаренгті теуіп жіберді. Гангронг Хауаны қорғау үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алды. Ол Хауа ананың оның әрекеті туралы ештеңе білмейтінін айтып өтірік айтты. Оның үстіне Гангронг Донгтан эмбрионын өзіне қайтаруын бірнеше рет өтінген. Бұл Гангронг үшін өте құнды өмір болды. Егер Донг эмбрионды қайтарғысы келсе, ол кез келген жазаны қабылдауға дайын болды. Техиде Хауадан неліктен білетінін сұрай бастады. Бірақ ол бұл туралы хабарламады. Хауа жауап бере алмады. Бірақ Техи Хауа ананың Гонренге деген сезіміне байланысты үндемейтінін айтты. Хауаның үндемейтінін көрген Техи оған жағдайдың ауырлығын еске салды. Егер Хауа ананың қатысы болса, бұл ғарыш агенттігі үшін нағыз ұят болар еді. Сол кезде Кореяның ғарыш агенттігі күлкіге айналған болар еді. Көптеген жауапты адамдар, соның ішінде Техи де жұмыстан шығарылатын еді. Басқа мүше елдер мүмкіндікті пайдаланып, Кореядан басқа тыйым салынған эксперименттер жүргізуді талап етеді. Және Кореяға ғарышты игеруге біржола тыйым салынуы мүмкін. Хауа Гон Реннің әрекетін ақтауға тырысты. Ол ақырында ол өлімге емес, өмірге қамқорлық жасады деп мәлімдеді. Бұл ғарыш агенттігінің Хауа ана сияқты аңғал болмайтынын айтып, одан сайын байсалды бола бастады. Егер бұл іс жария етілсе, Гангронгқа үлкен айыппұл салынып қана қоймай, кәсіби лицензиясынан айырылып, қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін еді. Хауа мұндай нәтижені көргісі келмеді. Жағдайды дұрыс түсіну үшін Хауа Гангрмен жеке кездесуді сұрады. Гангр Хауаның қауіпсіздігіне алаңдап, оның басшыларымен ымыраға келуінен қорықты. Күтпеген жерден оның қорқынышы ақталды. Гонг Ирмен тағы 3 астронавтты қорғау үшін Хауа тәжірибесінен эмбрионды жою арқылы командир ретіндегі міндетін орындауға шешім қабылдады. Бір сәтке Гангронг үмітсіз болып қала жаздады. Хауа да Гонг сияқты өмірдің пайда болуына үміттенген уақыт пен кеңістік болды. Ронг Хауадан бұлай жасамауын өтініп, есікті қаға берді. Алайда оны командалық орталықта ешкім тыңдамады. Бірқатар процедуралардан кейін эмбрион тез жойылды. Олар жойылған эмбрионды Гангронгпен кездесу үшін Хауаға әкелді. Ол оған эмбрион ғарыш станциясында жойылды деп бөгде адамдарға өтірік айтуын айтты. Тек осылай ғана Гангронг жеңілірек жазаға тартылуы мүмкін еді. Құрбандыққа шалынған эмбрионды көрген Гангронг шарасыз күйге түсті. Ол Хауаның әрекеті өзімшілдікпен жасалған деп есептеді. Хауа ана эмбрионды жойған сәтте оны да өлтірді. Гангронг оны кінәлағанда Хауа өзін қорғай алмады. Гангронгты қорғау үшін ол барлық реніштерді жалғыз өзі көтеруге дайын болды. Эмбрионның табылғанын біліп, ол Кансудан Гангронгты құтқаруды сұрауға асықпады. Бірақ Кансудың көңіл күйі түсіп, командалық орталыққа асығып кетті. Оның орнына ол тиісті жабдықпен шұғыл жұмыс істеу үшін корпорацияның асханасына барды. Кансу оң және теріс жақтарын таразылай отырып, не істеу керектігін анық түсіндірді. Егер бұл ақпарат сыртқа шығып кетсе, басқарма төрағасы мен корпорация толығымен жойылады. Басқаша айтқанда, Кансу командалық орталықтың жағына шығуға шешім қабылдады. Кейінірек Кансу тиісті мәлімдеме дайындау үшін Техимен бірлесіп жұмыс істеді. Олар Гангронгқа тек толық жауапкершілікті өз мойнына алуға және корпорацияға қатысты тергеу жүргізбеуге шешім қабылдады. Сол түні Гангронг жойылған эмбрионды басқарма төрағасына келді. Төраға ашуланып, Гонг Ирны оның тиімсіздігі үшін сөгіп тастады. Гонг Ирны жұбатуға тырысып, оны үйіне алып кетті. Бірақ Гонг Ир оның мейірімділігін қабылдамады. Ол дәл қазір Гоға лайық емес екенін және ол үшін бірдеңе құрбан етуге лайық емес екенін ашық айтты. Осылай деп Гонг Ир жалғыз кетіп қалды. Айналасындағылардың пікірін өшіру үшін Хауаға ғарыш станциясын жөндеу миссиясын орындау үшін ғарышқа ұшуды бұйырды. Осы 3 айлық ғарыштық ұшудан кейін Хауаның командирі лауазымы жойылады. Осылайша Хауа қайтадан ғарышқа оралады. 2 ай өтті. Ғарыш станциясында жөндеу жұмыстары аяқталды. Сонымен бірге Гангронг жерде ғарыш бағдарламасына зиян келтіргені үшін сотталды. Сот ақыры Гангронгтың медициналық лицензиясын жойып, оны 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар корпорация Гоэн мен Гангронг арасындағы келісімді бұзды. Гоэн корпорацияны құтқару үшін Гангронгты қорғауға шықты. Гангронг барлығының көзінше әдепсіз дәрігер болуға мәжбүр болды. Оның бүкіл өмірі жойылып кете жаздады. Алайда төраға еш өкінбеді. Ол Гангронгтың Ивамен бірге ғарышта не істегенін бұрыннан білетін. Үкім шыққаннан кейін Гангронг қатты көңілі қалды және қалпына келе алмады. Ол күн сайын қайғысын алкогольге батырып отырды. Бір күні кешке Кансу Гонренмен түнгі базарда кездесті. Жеңіске жеткен кейіпте Кансу тіпті Гонрен мен Хауаға бақыт тіледі. Мұны естіген Гангронг бірден Кансуды ұрып жіберді. Су жүрексіз емес еді. Ол Гангронгқа ақшқа барып медициналық куәлігін қайтарып алуға кеңес берді. Ол кезде Гангронг әлі де Ивамен бірге шетелде болуы мүмкін еді. Гангронг жауап бермеді. Артына қарамай кетіп қалды. Қазіргі уақытта ол 3 ана мейрамханасында ассистент болып жұмыс істейді. Ол күн сайын үндемей, тек үйдегі кішігірім міндеттерді орындауға көңіл бөледі. Бір күні Мен Чун Гангронгпен кездесуге келісті. Ол ақшқа баруды жоспарлады және өзін кінәлі сезініп, Гангронг одан әрі білім алу үшін оны ертіп жүреді деп үміттенді. Гангронг басын шайқап, бас тартты. Қазіргі уақытта ол ам болғанына көңілі қалды. Акушер
Ол босануға барудан қорқады. Осы уақытта ғарышта Хауа өзінің жүкті екенін анықтады. Ол дереу баланың ультрадыбыстық суретін Гонг Раянның досына жіберіп, баланың дені сау жоғын тексеруді өтінді. Оны көргеннен кейін ол Хауаға баланың 12 апталық екенін және қалыпты дамып келе жатқанын айтты. Содан кейін Хауа ұрық атмосферадан өтіп, жерге оралғанда зардап шегеді ме деп сұрады. Ол ұрық жатырдың қорғауында болса да, атмосфераның қысымына төтеп бере алмайтынын ашық айтты. Бала оттегінің жетіспеушілігінен өлуі мүмкін. Екі ғарышкер әріптесі Хауаның телефонмен сөйлескенін естіді. Оның жүкті екенін білгенде, олар бұл туралы ешкімге айтпауға уәде берді. Олар Хауа ана мен оның ішіндегі нәресте үшін де алаңдады. Хауа оларға баланың әкесі Гонрен екенін айтып, олардың ғарышта қаншалықты жақын екенін айтты. Бірақ қазір ол бұл туралы Гонренге қалай айтарын білмеді. Ол Гонрен баланы жек көретіндіктен оны жек көреді деп қорықты. Осы кезде Хауа ертеңгі күнге сенімсіз жылай бастады. Ол құрсағындағы нәресте үшін алаңдай бастады. Ойланып болған соң Хауа Гонренге телефон соқты, бірақ ол қыңырлықпен жауап беруден бас тартты. Ол анасының мейрамханасында қолы босамай, жүрегін толығымен жауып тастады. Осы уақытта Хауа ғарыштан жерге қайта оралмақ болды. Хауа жерге оралмас бұрын тағы бір ультрадыбыстық зерттеуден өтіп, ұрықтың жүрек соғысы тым жылдам екенін анықтады. Осы уақытта жерде Гангрианның досы оған Хауаның құрсағындағы нәрестенің кімге тиесілі екенін білгісі келіп, Хауаға жақын деп сұрады. Гангронг жауап беруге тым алаңдап кетті. Осы кезде Хауа Гангронгтың досына қоңырау шалып, Гангронгты алаңдатты. Гангронг Хауаны ешқашан ұмыта алмады. Содан кейін Хауа Гангронгтың досына ұрықтың жүрек соғу жиілігінің жоғарылауын көрсететін соңғы ультрадыбыстық суретті жіберді. Суретті көріп, символдық жүрек соғысын естігенде Гангронгтың көздері жарқырап кетті. Ол ұрықтың жүрек соғу жиілігінің жоғарылауы қалыпты жағдай екенін түсіндірді. Бұл оның баласы екенін естіген Гангронг Хауамен кездесу үшін ғарышқа аттануға дайындалды. Гангронг бұл шешімді қабылдаған кезде Хауа жердегі басқару орталығына жүктілігі туралы хабарлады. Шақ болса да, жердегі басқару орталығына босану үшін ғарышта қалуды жоспарлаған Хауа ана хабарлаған. Басқару орталығы ықтимал шешімдерді талқылап, нөлдік гравитация жағдайларына бейімделе алатын және тәуекелге баруға дайын акушерді табу шұғыл міндет екеніне келісті. Көп ойланғаннан кейін Гангронг жалғыз лайықты үміткер болып шықты. Осылайша ол қайтадан басқару орталығына шақырылды. Осы уақытта ғарыш станциясында Хауаның іші ауырды. Егер тез арада емделмесе, ұрықтың өміріне қауіп төнеді. Уақыт өте қиын болды. Басқа амалы қалмай, басқару орталығы шұғыл түрде Гангронгтан ғарыш станциясына баруды сұрады. Көп ұзамай Гангронг ғарыш кемесімен екінші рет ғарышқа ұшты. Келгеннен кейін ол Хауаға оның әрқашан армандаған адамын көргеннен кейін бірден ота жасады. Хауаның қуанғаны сонша, ол жылап жіберді. Операциядан кейін Хауаның жағдайы қалыпқа келіп, Гангронг екеуі ғарышта бірге бақытты өмір сүре бастады. Хауа құрсағындағы сәбиге жұлдыз дегенді білдіретін бал есімін қойды. Ол бал аманы есен туып, тірі ғаламды өз көзімен көреді деп үміттенді. Бірнеше күннен кейін Хауа Гангронгты жерге оралуға көндірді. Ол бұл жолы Гангронгтың ғарышқа ешқандай дайындықсыз ұшқанын және егер ол тез оралмаса, оның ауыр зардаптары болуы мүмкін екенін анық түсінді. Күтпеген жерден Гангронг Хауаға онымен бірге қайтуға кеңес берді. Әрине, Хауаның жерге қайта оралуының құны туылмаған баланың өмірін құрбан ету болады. Гангронг Хауаға кесар тілігі қажет болса, немесе босану кезінде қандай да бір асқынулар туындаса, оның нәтижесі өлім болатынын жақсы білетін. Оның Хауаның өмірін қорғау үшін құрсағындағы сәбиін құрбан етуден басқа амалы қалмады. Хауа баладан бас тартқысы келмеді. Ол Гангронгтан жалғыз оралуын өтініп жылады. Бірақ Гангронг одан сайын батыл бола бастады. Егер Хауа кетпесе, оның да амалы болмас еді. Гангронгты қорғау үшін Хауа жерге қайта оралуға келісті. Алайда, ғарыш кемесі ғарыш станциясынан бөлініп шыққанда, Хауаның балаға деген алаңдаушылығы оның қан қысымының көтерілуіне және жүрек соғысының қауіпті жиілеуіне әкелді. Хауаның өміріне қауіп төніп тұрғанын көріп, жердегі дирекция ғарыш кемесіне ғарыш станциясына оралуды бұйырды. Сондықтан Хауа да Гонг-рымды мүмкін. Ғарышта болыңыз. Бірте-бірте Хауаның босануына бір апта ғана қалды. Хауаның босануына дайындалу үшін бірнеше астронавттарды үздіксіз жаттығулардан өткізді. Ұрық әлі де сау болды. Ақырында Гонрен Хауаның сәбиін босануға жеке өзі қатысты. Әрбір жаңа айқаймен нәресте аман есен дүниеге келді. Олардың көз алдында тұрған кішкентай, қымбат өмірге қарап, Хауа мен Гангронг сөзбен айтып, жеткізгісіз бақытты сезінді. Гангронг Хауаның қолынан ақырын ұстап, құттықтады. Осы сәттен бастап олар ата-ана болды. Алайда көп ұзамай мұң пайда болды. Хауа оның шамадан тыс жүктемеден жамбас сүйегі сынғанын анықтады. Жердегі диспетчер жамбастың сынуы оның қан тамырларына зақым келтіруі және ауыр жарақат алған жағдайда өлімге әкелуі мүмкін екенін алдын ала ескертті. Жаңа ғана дүниеге әкелген кішкентай өміріне қарап, Хауа көзіне жас алып, жақын арада кетуге тура келуі мүмкін деп ойлады. Өмір мен өлімнің арасындағы шекара өте жұқа болып шықты. Гонрен Хауаның жағдайынан мүлде бейхабар еді. Ол оның қасында қалып, ешқайда кетпейтін. Бір жылдан кейін Кан су басқаратын ғарыштық құнарлылық клиникасы құрылды. Ол микрогравитациялық жағдайларды пайдаланып, жердегі бедеу жұптарға үміт сыйлады. Баспасөз маслихатында клиниканың артықшылықтарын таныстырумен қатар,
Кансу Гогонға өзінің сезімін ашық айтып, онымен бірге балалы болуға және болашақты бірге құруға ниет білдірді. Бейл ғарышта 1 жасқа толды. 1 жылдан астам уақыт бойы Гонган Бейлмен бірге болу үшін ғарыш станциясында болды және қайтып оралған кездегі ауыр зардаптарға қарамастан Бейлді жерге аман-есен жеткізудің жолын тапқанша оны тастап кетпеуге ант берді. Өкінішке орай, Бейл дүниеге келгеннен кейін Хауаның ғаламдағы өмірі ақыры жойылды. Бақытымызға орай, Бейл дені сау және сүйкімді болып қала берді. Күн сайын әкесінің қасындағы кең кеңістікке таңғалды. Бірде Гонорен Хауаның күлін ғарышта жұлдыздарға қарай шашып жіберді. Мен ғалам өмір мен өлімнің арасындағы өмір ешқашан тоқтамайтын жол деп сендім. Жұлдыздардың шығуы мен батуы кезінде бал жерде өсіп, кейін өз балаларын қартайған атасымен кездесуге алып келді. Гонореннің өмірі аяқталуға жақын еді. Бірақ ғарыштық циклмен барлық тіршілік иелерінің өмірі шексіз жалғасты. Фильм осымен аяқталады. Қызығушылық танытып, тамашалағандарыңызға рахмет. Қош бол, тағы кездескенше.